бізде бір жаңа бір нәрсені бастайтын болса, немесе әдет қалыптастырғысы келсе, дүйсенбіден бастаймын деген. Көбісінде кездесіп жататын нәрсе ғой өзіміздің. Сондықтан Рамазан бұл бір әдетті қалыптастырып алудың керемет бір мүмкіндігі секілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Шағбан айында басқа айға қарағанда көп ораза ұстаған екен. Екінші, Рамазанға дайындықты сен серік іздеуден бастауың керек. Сен серігің кім болады бұл Рамазанның кезінде? Сенімен бірге ораза ұстайтын кім болады? Болса Құран оқуды күнделікті әдетімізге айналдыру үшін осы Рамазаннан бастап не істелу керек, немесе қазірден бастап қандай бір кеңестер бересіздер? Сол сияқты Рамазан айында біз егер құнды қылатын нәрсе, ерекшелейтін нәрсе не екенін біз дейтін болсақ, ол қасиет Құран түсу ғой. Яғни қасиет Құран мен Рамазан ол ерекше болады. Ең бастысы шектен шығып кетпеу да. Біздің проблема мысалы ретінде, мен осы Рамазан бастап кітап оқимын дейміз да. Күніне 100 бет, 150 бет, сосын бір күн оқисың, екі күн оқисың, үшінші күн дей бастайсың. Уақытты жоспарлау мәселесі. Бұл өйткені Рамазанның ертең өнімді өтуіне көп әсерін тигізетін нәрсе ғой. Соған қандай нәрсе айтасыздар? Мен былай айтамын, сен қари хафыз болам деген мақсат ниетті қойып тастай бер. Мен ол қолымнан келмей жаттауға бетін шағымның барлығын сырпса да, сен басқа мамандықтасың ба, қарама. Сондықтан отбасылық деңгейде Құранды тірілту үшін әке ретінде не ұсыну керек біз әкелерге? Қандай да бір ғалым жетістіктерін көретін болсам, соның арасында ұстаздардан өте жоғары деңгейде құрмет болған да. Жаңағы Абу Ханифаның өзінің сол Хаммадқа деген құрметі, тіпті баласының атын Хаммад деп қоюы, кім Абу Юсуфтың өзінің ұстазы Абу Ханифа аты бір жерде келетін болса, мен атын Абу Юсуф айтпа, Яқуб деп айт депші. Күнемен емес, жай атымен айт деген сияқты. Сондай құрмет болған екен. Анау хадис бар ғой, сахабалар отырып бір кісіні көріп қалып, әттең бұл кісі Алла жолында жүргенде ғой деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Бұл өзін біреуге күн қаратпау үшін, отбасын асырау үшін жүрген болатын болса, Алла жолында деп. Танымнан махаббат туындайды. Танымнан махаббат туындайды. Сен егер Құранға деген махаббат туындасын десең, сенде Құранға деген танымың да жоғарылау керек та. Еске түсіп кетті ғой. Ақша есіме түсіп кетті. Минутпа минут жазып тастап, сосын соны орындай алмаған кезде ана бір-екі нәрсе минутқа сәйкес келмей қалса, адамның миында автомат түрде нәрсе пайда болады, сен үлгермей жатсың, яғни жоспарың дұрыс емес, и бұл нәрсе адамды кері тартады. Мынаның барлығының бастамасы туған негізі. Мынаның бәрінің бастамасы туған. Я Құдайым пайдалы білім бере көрші деп сұрау керек те, ең әуелі. Хидаят бере көрші деп сұрау керек. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар. Бүгін сіздермен Алла қаласа Рамазанға дайындық және де күнделікті әдеттерді қалай реттейміз, қалай Рамазанға әдеттерімізді қалай дайындаймыз, осы тақырыпта сұхбат өрбітеміз иншалла. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта сырға толы салауат, Шамаил Мұхаммадия, ораза әдептері, ораза мақсаттары кітаптарының авторы және де Нұр-Мүбарак Египет Ислам мәдениет университетінің ұстазы Шешінбай Бағлан ұстазымыз қонақта. Қош келдіңіз, ұстаз. Және де исламтанушы Нұр-Мүбарак Египет Ислам мәдениет университетінің ұстазы, Зайтун араб тілі орталығының басшысы және ислам қарсы бойынша кеңесші Әбілхайыр ұстазымыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік, ұстаз. Қалайсыздар? Жақсы болыңыз, әбеке. Машалла. Бисмилля. Көңіл-күйлеріңіз? Көңіл-күйім жақсы. Қасиетті Шағбан айындағы Рамазанға қарай дайындықтар? Жақсы, ниет етіп отырмыз, жалпы бүгін бір пайдалы нәрсе айтылсын деп, Алла қаласа. Керемет. Онда бірінші сұрағымызды ортаға тастайық. Жалпы Рамазан айына дайындықты бәріміз білеміз ғой, қоғамда дайындалатынымыз білеміз. Көп жағдайда бірақ алғашқы күнде бастап жатамыз ғой. Бір күн қалған кезде, кейде тіпті бір күн өтіп кеткеннен кейін дайындалатындар бар. Сондықтан жалпы дайындық қай кезде басталу керек және қалай бастаған дұрыс, неден бастаған дұрыс деген сұрақ болады. Бисмилля. Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракату, құрметті көрермендер. Алланың сіздерге игілігі мен амандығы болсын. Жомарт ұстаз, Алла разы болсын. Бізді шақырып қонақ қылатқаныңызға. Алла сізге береке берсін. Осы Нұр-Мүбарак университетінің басшылығы сізге аманатта осы медиа саласы тапсырып жатыр. Алла сізге осы істі абыроймен атқаруды нәсіп етсін. Қазақ еліне қияметке дейін қалатын иншалла үлкен еңбектер істеуді нәсіп етсін. Мың алғыс. Әбеке, сізге де көргеніме қуаныштымын. Есімде ең алғаш рет Мысырдан оқып бітіріп келген кезде әбекең бізді подкастқа ертіп барған болатын. Өзі айтады, осы 1,5 жыл бұрын болған әңгіме ғой. Неге бардық есіңізде ме? Муслим хаусқа барып түсірген кезде. Муслим хаусқа барып түсірген кезде ме? Алла разы болсын, әбекең осы шақырған болатынбыз. Баршаңызға мың алғыс, Алла берекесін берсін. Енді Алла сәтін салса, осы біз қазір Шағбан айындамыз. Бір Құдай тағаланың қалауымен осы 1 қаңтар Рәжеп айына түсті ғой. Сонда бір
қалайша Құдай тағаланың мейірімімен әлгі григориан календарымен біздің осы мұсылмандарға тура сәйкес келеді. Құдай тағаланың бір ерекше мейірімі болды. Енді Рамазан айында кіретінде осы бірінші неге түсіп отыр енді жалпы. Құдай қаласа 1 наурызға. Бұл да бір Алла тағаланың мейірімі деп ойлаймын енді. Бірінші күнге түсіп 30 күн бойы жалғасады Құдай қаласа. Осы Рамазан айына Алла тағала аман жеткізсін бәрін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз дұғасында айтқан, Аллахым бізге шабанда береке беріп бізді неге Рамазанға жеткіз деген сияқты пайғамбарымыз хадистер бар. Соған Құдай тағала баршамыз жетуді нәсіп етсін. Бізде мынау әр бейсенбі күні Нұр Мүбарак университетінде Ибрахим Шабан ұстаз өмірге кітаптар оқимыз да, әрбір аптада бір жиналып бір кітап тауысамыз. Осы қасиет айлардың кіруіне байланысты осы кітаптар оқып отырмыз да. Өткен соңғы мәжілісімізде біз Шағбан айын берекет жайлы оқымыз да. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жайлы Алла елшісін осы Шағбан айында істеген қандай амалдар бар, соны ғалымдарымыз арнайы кітаптар жазып қалдырған екен. Тіпті кейбір ғалымдарымыз соның ішінде Ибн Ражаб Хамбалидің сондай кітабы бар да, Латаифул Маариф деген. Яғни әрбір мұнасабат дейді шариғатта, әрбір уақыт сәйкес келетін уақыттарда даталарда істелетін құлшылықтар. Мысалы үшін жаңағыдай Мұхаррам айындағы, Ражаб айындағы, Шабан айында деген сияқты. Сол жерде хадистерде келетін мәтіннің мағынасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Шабан айында басқа айға қарағанда көп ораза ұстаған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху осы айда ұстаған өте көп ұстаған. Айша анамыз өзі айтатын сөз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазаннан басқа ең көп ораза ұстаған осы Шабан айында. Енді Шабан айы Рамазан алдында келетін ай ғой. Содан бүйтіп мән беріп қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның іс-әрекеті арқылы түсінетін нәрсе, Алла елші өзін дайындаған. Сосы Рамазан айы келетін кезде соған дағдылану үшін. Бұл жерде дайындалу әртүрлі мағынада. Бірінші сөзсіз рухани дайындық, адам жаңа ұлы айдың келатқанын сезіну керек. Енді біз жалпы мектеп кезінен қабырғасынан үйренгеніміз нәрсе бар. Мысалы үшін бізде бір белгілі жарыс болатын болса, спорт саласынан болсын, немесе мектепте олимпиада болсын, тарих, математика болсын, дайындық алдын ала болады ғой. Ертең олимпиада болған кезде сол жақта өкініш болмау үшін. Не үшін? Өйткені саған абырой артады, немесе саған өте көп мүмкіндік беріледі, немесе анау спортсмендердің өздері де 4 жылда бір келетін олимпиадаға бүкіл ғұмырын сарп етіп дайындалады ғой. Не үшін? Өйткені сол олимпиада аман жетсе, сол жақсы нәтиже көрсететін болса, онда ертеңгі күні ол өміріне дейін үлкен абырой береді ғой негізінде. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әрекеттерін түсінетін нәрсе, ол Рамазан келместен бұрын ол дайындық жасау керек. Дайындықты біз жаңа айтқанымыздай рухани дайындық, Рамазан келатқанын сезіну. Екінші нәрсе адам өзінің физикалық дайындығы да. Яғни бірден Рамазан келген кезде жаңағы 30 күн оразаны ұстау қиын болуы мүмкін. Әлі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдын ала дайындалу адамның бір денесінде соны үйрететін сияқты. Біздің денеміз соған дағдыланып, ертең Рамазан оразасы келген кезде оны ұстау бізге жеңіл болады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы айларда намазды көбейткен. Және хадистер келгенде пайғамбарымыз саллаллаху осы Шабан айының ортасында 15-ші күні жаңа нәпіл намазды оқыған жері келеді. Енді бізде фиқ ережесі бойынша нәпіл намаз жамағат тек қана Рамазанда оқимыз ғой. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Шабан айында да намаз көп оқуының көрінісі әлгі Рамазанға кірген кезде тараух намаздарына адамды дайындау да. Сол сияқты біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның іс-әрекеттерінен анализді қорытатын нәрсе, Рамазан айы келместен бұрын адам оған дайындық басталып кету керек. Жаңағыдай шәкірт емтихан жаңа олимпиада болмай тұрып қалай дайындық істеген сияқты адамды тура алдын ала дайындалатын болса, Рамазан айы келген кезде толыққан дайын болып, сол жерде ешқандай жаңағы қатесіз, кемшіліксіз Рамазан иншалла өтуіне мүмкіндік береді деген ойдамыз. Сіздің қосарыңыз қандай ұстаз бұл сұраққа? Бағлан содан кейін сөйлеу оңай емес жалпы. Мәселен бас аяғын сразу бірақ айттыңыз, Аллах көзін сақтасын, берекесін берсін, машалла. Білім тереңдігінен негізі. Мен әдетте жаңағыдай Рамазан туралы сөйлеп бастаған кезде бірінші немен шығасың соны ойлаймын деп айтамын. Кез келген бір істі бастап жатқан болатын болсаң, соңында саған не керек соны ойлан деп айтамын. Жаңағы мысал ретінде сен қазір намаз бастап жатсың ба? Сол намаз сен өлгенге дейін ғой. Өліп бара жатқан кезде сен намаздан не алып кетесің. Я болмаса сен ораза ұстап бастап жатсың ба Рамазанда? Рамазан соңында не алып шығасың? Рамазанда дайындалып жатқан болатын болсаң, егер сен үйленіп жатқан болатын болсаң, үйленудің нәтижесі сен үшін не болуы тиіс? Сол үйленіп жатқан адамда егер де алдын ала ойланған болатын болса, мен әйеліммен бірге қартаюды қалаймын.
немере шөберелердің арасында ойнап күліп еркелетіп отырғым келеді, осы күйде өмірден өткім келеді деген болса, соны жәннатта бірге боламын деген болатын болса, күнделікті конфликттерге де қарым-қатынас басқаша болады, дұрыс па? Тура сол секілді егер де Рамазаннан шығар кезде сен осы Рамазаннан қалай шығамын, немен шығамын деп ойланған болатын болсаң, Рамазанға дайындығың да басқаша болады, Рамазан өткізуің де басқаша болады. Рамазанда мысалға егер де сен Құран оқу әдетімен шықсаң, сен көп нәрсе ұттың. Шын ғой, рас қой. Яғни сен мысалы тұрақты түрде Құран оқитын әдет қалыптастырған болатын болсаң, сен бұрын қаншама жыл бойы намаз оқып жүрсің, осы жылы сен мысалы ретінде Рамазанның кезінде әр намаздан кейін барып 3 қатар оқимын деп өзіңе әдет қалыптастырып алдың. Шыққан уақытта сен өмір бойы 3 қатардан оқып жүретін болсаң, керемет үлкен нәрсемен шықтың Рамазаннан. Сен бұл Рамазаннан немен шығасың, соны ойлану керек та. Ең әуелгі менің айтатыным осы. Ниетті түзеу дегеніміз де осы менің түсінігімде. Екінші, Рамазанға дайындықты сен серік іздеуден бастауың керек. Сен серігің кім болады бұл Рамазанның кезінде? Сенімен бірге ораза ұстайтын кім болады? Сенімен бірге сәресінен тұрып жүретін кім болады? Жалғыз адамның жолға шығуы қиын. Өйткені екі арада сен әлсірейсің. Әсіресе бірінші Рамазан болған болатын болса, сен екі арада нәпсің тартып кететін кездер болады. Бір отырысқа бара салсам ба деген әртүрлі бір ойлар болған кездерінде сен әлсірегенде серігің тартады, серігің әлсіресе сен тартасың, сөйтіп жүріп бірге жүріп барасыңдар. Негізі серік іздеу екінші нәрсе деп айтамын. Үшінші нәрсе, оразаға байланысты үкімдерді оқып ал, жеңіл болады деп айтамын. Өйткені көбісі мысалға аузын ашып жіберсе бітті, биылғы Рамазан бітті осымен деп ойлайды. Ал кетті жаңағы жахилият заманында бір ағаттанып отырады, ол қате. Сен бүгінгі Рамазан бұзып алдың ба, ертең қайтадан Рамазан ұста. Ораза ұста. Біреулер айтады, мен болды, ішіп қойдым, биыл маған ораза ұстауға болмайды, мен қабыл болмайды, намаз оқуға болмайды 40 күн бойы. Ондай жоқ, сен оқы. Сен егер де оқысаң, кішігірім оразаға байланысты кішкентай ғана жұқа кітапша жетеді. Біреудің сабағын мысалы интернеттен көріп алған болатын болсаң, ораза жайында үкімдерді оқып алсаң, болды. Ислам ғылым қал деген кітаптың ішіне ораза бабын оқып алшы, болды. Соның өзі сен ғибадатқа қатты әсер етеді. Біреу айтады, мен түкіргіш қойдым, оразам бұзылып кетті, ал кеттік Макдональдсқа. Олай болмайды, олай. Қарапайым ғана нәрселер. Сондықтан оқып алу, алдын ала жаңағыдай мысалы ретінде сен бірінші ниетіңді, яғни рухани іштей өзің дайындалып алуың, екіншіден жаңағыдай серігіңді іздеп жаңағы алдын ала жоспарлап алуың, бірге отырып, қалай өтетіндігіне байланысты. Және үшіншіден жаңағыдай кішігірім білім алып алу, әжептәуір сен негізі Рамазанға дайындап қояды деп айтамын әдетте. Қысқаша айтқан кезде осылай. Әдемі, күшті жауаптар шықты, Алла разы болсын. Жалпы енді мынандай нәрсе бар ғой бізде. Бізде бір жаңа бір нәрсені бастайтын болса, немесе әдет қалыптастырғысы келсе, дүйсенбіден бастаймын деген. Көбісінде кездесіп жататын нәрсе ғой өзіміздің. Сондықтан Рамазан бұл бір әдетті қалыптастырып алудың керемет бір мүмкіндігі секілді. Сондықтан осы Рамазанның рөлі қандай болады? Жалпы осы әдетті қалыптастыруда деген бір сұрақты ортаға тастасақ. Сөзсіз мен ойымша мен көп адам келіседі деген ойдамын. Мен өзім өмірімде сондай болған. Мен алғашқы намаз оқу бастауым осы Рамазан айында басталды. Енді ауылда Ақшиде жүрген кезде Алла тағаланың қалауымен бауырларымыздың жаны ашып насихат айтқаннан кейін шынымен де ойланып, біз Құдайдан алған міндетіміз бар, бұл жер бетіне жай келген жоқпыз деген сияқты әртүрлі ойлардың нәтижесінде содан тағы бір әсер еткен нәрсе маған, мен әрқашан ойлайтынды осы өмірден өтетін кезде тек қана үлкен кісілер қайтыс болады депші. Сонымен біздің Ақши енді көшеміз бар, біздің көше, мектептің артынан ойнайтын жер бар, футбол ойнаймыз, турник, Боруссия бар. Бала кезде сол кезде бізден 4 жас кішкентай қыз қайтыс болды да, менингит болыпшы. Алла тағаланың қалауы ғой, енді бір айтайын деген дүние бұл жерде. Алла жаңа қыз мейіріміне алсын, кішкентай қыз, бірақ ана ненің өлім ол қарамайтын қатысты. Жасқа қарамайды. Онда ойландыратын нәрсе екен да. Енді бір күні сен де естіп өресің, жер бетіне тек қана ішіп жеу үшін келген жоқ қой деген сияқтандай Құдай өзі ғибраттар береді екен да. Сосын кейбір бауырларымыз осы насихат айтқан соң Алла тағаланың қалауымен осы намаз оқу керек деген нәрсе түсінікті. Сөйтіп мешітке барып бастаған кезде Рамазан айы келді. Маған сол Құдай тағаланың берген мейірімі қазір неді, намаз бен ораза бірге болды. Маған оңай болды, өте оңай болды. Намазға 5 уақыт тұрақты болуыма. Қазіргі кезде де көп кісілер жазады ғой, мен тек қана таң намазын оқып жүрмін, қалай 5 уақытқа тұрамын, қиын деп айтады ғой. Ал маған жаңа Рамазан айы өте жеңіл болды. 5 уақыт намаз бастауымызға, сосын ары қарай сол мешітте күнде естілген жаңа тарауыққа барасың, уағыз насихат бар, жаңағындай имамдарымыздың оқыған Құраны бар, айтқан насихаттары бар.
адамның жүрегіне өтеді да сол кезде. Оның үстіне жаңағы адам қарны аш кезде бір ақылының жаңа айтады ғой ғалымдар хикмет көзін көре бастайды деп. Ана бары жай сөздер саған жай емес, басқаша көріне бастайды. Құран аяттарының сезу басқаша болады. Адамға жаңағыдай ораза кезінде ашылады екен да, Құдай тағала жүрек ашады екен. Сол кезде жаңағыдай ілім алуға болсын, немесе ғылым үйрену болсын, құлшылыққа болсын өте жеңіл келеді. Өйткені адам қарны тоқ кезде бір нәрсе істеу қиын ғой, адам ауырлана береді да. Бірақ андай ораза кезінде адам сөзсізге көп нәрсе жеңіл болады екен. Әдет қалыптастыруға осы маған өте қатты жәрдем берді. Жаңағы неге 5 уақыт намаз тұрақты болуға, өйткені жаңағы азан шақырады, сен жаңадан бастағансың, ораза кезінде бірден барасың. Сосын жаңағыдай енді ерте тұру мен үшін қиын болған жоқ, бірақ әйтсе дағы сәресіне тұру дейтін нәрсе адамға ерте тұруды үйретеді екен да. Сосын енді қазіргі кезде де қоғам үлкен проблемасы біріне кеш жату проблемасы ғой негізі. Ал сен жаңағы тарауықты оқып келсең, 20 ракат намазға шыдасаң, сосын ертесін сен миыңда таң намазы сәресіне ұшу керек, және арыға бір күндік жұмысың бар есептеген кезде саған ерте жату керек нәрсені итермелейді да. Қазір мысалы қоғам көбісінің проблемасы ерте жату, несі қиын ғой, негізі көбісі ерте тұру. Қазір көбінесе жаңағы трендтер болып отыр, ерте тұру, тауға барып суық суға ішу деген сияқты нәрсе. Бірақ негізі сол нәрсенің өзі дінімізде ораза қалыптастырады да. Сенің миыңда тұрады да, қазір сен жатпайтын болсаң, сәресіне ұйықтап қаласың. Сәресіне ұйықтап қалсаң, бір күн қарның ашпай жүреді, өзін қинама, ойлансайшы деген сияқты андай миыңа сигнал беретін сияқты да. Осындай ерте тұру болсын, және уақыттардың жүйелі мәселесіне де өте жәрдемді. 5 уақыт намазда, оразада. Өйткені 5 уақыт намазда сен намаздың арасынан жұмыс бітіру керексің, өйткені сен мешітке бару керексің. Сен жоспарлайсың да, мен 10 минут бұрын ерте баруым керек, дәрет алуым керек, сосын намаз оқуым керек деген сияқты. Сол жерде құрып отқан соң жаңағыдай әдетте бізде мешіттерде не болады ғой, азан шақырады, 10 минут күтеміз, сосын намаз оқимыз ғой. Сол кезде 10 минут құр кетпесін деп жаңағы кітап оқып басталады да. Өйткені мешітке келсең, сенде басқа телефон шұқылауға болмайды. Өйткені басында барған кезде, намаз бастаған кезде телефон шұқыламайсың мешітте. Тек қана жаңағы діни кітап оқисың. Сол да адамға кішкене қалыптастырады екен да. Содан кейін Алла тағаланың қалауымен ілім жолына келген кезде, әсіресе Мысырға барған кезде біздің ұстазымыз Ахмад Махмуд Шарифтен ұстаз болды. Алла ғұмырын ұзақ етсін. Сол кісі Рамазанға қарау ерекше етті. Ол кісі Рамазанды құлшылық ай деп істейтін. Және шәкірттердің құлшылығы ол ілім алу дейді. Сөйтіп ұстазымыз әдетте 5 намаздан бастап ақшам намаздан не оқитын? Кітап оқитын. Ұзақ уақыт. Өйткені жаңағы Рамазан демалатын ай емес ол. Ғибадат ай, құлшылық ай. Шәкірттердің құлшылығы ілім алу, сендер соны жерден ілім үшін келдіңдер деп сөйтіп оқитын. Сосын ауыз ашу аз оқыған кезде үйге жібереді. Сосын барып ауыз ашып тарауих оқимыз. Сосын сәресінің алдына дейін тағы оқытады да сабақ. Сосын жіберетін да. Сол жерде маған Рамазан айы көбісінің түсінігінде андай қалыптасқан ғой. Рамазанда мысалы кейбір халықтың көбісі андай арнайы баяғы кезде дискет алып отыр еді, DVD, ал российский сериалдар алып жинақ қойып, комнатасы бәрі қараңғылап, сериалдар көріп жатады ғой. Негізі жалқаулардың құлшылығы ғой. Ал дінде болатын болса, олай емес, керісінше жаңағыдай уақытын жүйелеп кітап алуға еңбек етуге итермелейтін да. Мен басында ойлайтынмын, қалай адам сонша уақыт отырып сабақ оқу қиын ғой деген сияқты, нәпсі көтере алмайды деген сияқты. Бірақ ниетің дұрыс болатын болса, қарның аш болса да, ораза кезінде осы керісінше жаңағы ілімнің ләззаты ерекше болады екен да, қабылдауың, түсінуің бәрі жақсы. Керісінше көп тамақ жеу неге кедергі болатын сияқты ілім алуға. Сол үшін жеке өзімде осындай өте көп пайдасы болды. Уақыт жүйелеу мәселесін басқасы да болсын, және ең үлкен пайдасы жаңағы ұстаздарымыздың Рамазан айы жалқаулардың айы емес, ол құлшылық ететін ай деп. Сонымен жаңағы еңбек ету керек бұл айда. Өйткені біз тарихына мән беріп қарайтын болсақ, ислам тарихындағы үлкен жорықтар, қақтығыстар да, үлкен жорықтардың бір Бәдір соғысының өзі Рамазан айында болған да. Сол үшін біз Рамазан айы деген андай жалқаулардың айы емес, керісінше иштихат ететін, құлшылық ететін ай ретінде қабылдаған дұрыс деп ойлаймын да. Машалла, Алла разы болсын. болған сөз. Жалға Әбілқайыр ұстаз, сіз әдет қалыптастыру бойынша да дәрістер жүргізіп жүрдіңіз, курстар жүргіздіңіз. Енді осы өзіңіздің осындай тәжірибеңіздің негізінде күнделікті әдеттерді қалыптастыруда осы Рамазанның шынымен де рөлін бір қалай әсер етеді негізі? Бір негізінде бұл үлкен бір мүмкіндік деп ойлаймын. Сондықтан өзіңіздің бір ойыңыз. 100%. Белгілі бір датаға сәйкестендіріп барып әдетті бастау адамдардың тәжірибесінде ғана бар емес, ғылымда негіз емес те бар. Яғни ғылым бұл нәрсенің пайдалы екендігін, әдеттің ұзағырақ уақытқа баруына әсер ететіндігін қорытындылаған зерттеулер нәтижесінде. Мысал ретінде біз енді ол мәдениет ресми тұрғыда аталмағанымен де ағылшын тілді елдерде бұл нәрсе New Year Resolution деп аталынады. Жаңа жылдан
жаңа жылдан бастап былай жасаймын деген сынды бір шешім қабылдайсың. Мысалға сен тренировкаға бара бастайсың жаңа жылдан бастап, тіл оқи бастайсың, ақша аз жарата бастаймын, правильное питание, жаңағы дұрыс тамақтану бастаймын, тағы басқа деген сияқты әртүрлі шешімдер қабылдайсың. Осы нәрсені атау New York Resolution, New Year Resolution деп атайды, яғни жаңа жылдыққа байланысты қабылданатын шешім. Бұл орта пайызбен осындай негізде бастаған адамдардың 20-дан 40%-ға шейінгі аралықтағы адамдар ұзаққа баратындығын айтқан, 2 жылға шейін баратындығын айтқан. Яғни осыны белгілі бір датаға қойып, соған дейін дайындалып келіп бастаған кісілер. Бұл әсер етеді. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, Рамазанда бастадым деп, мен жаңа жылда бастағанмын. Мен кішкене сондай өкінішке орай календар ауысады. Біздің кезімізде ол кезде анау ненің заманы ғой, анау уағыздар, интернет жоқ заман, сен дисктердің заманы. Интернет бар да, бірақ ол кезде интернетте қазақша уағыздар жоқ заман. Дисктерде неде андай DVD, арман ұстазың бүйтіп бір жерде отырып анау жаңағыдай бүйтіп немен тақиямен ашкемен біреудің таласып жатқан видеолары болады, бір әрең дегенде тауып аласың, оны қуалап жүріп. Сол уақыттарда бастадық біз. Ол кезде кітаптар да көп жоқ. Жамағат деген магазин болған Қызылордада. Сол Жамағат деген магазин бір кітап шықса барып сатып алатынбыз. Сондай бір өте жетіспейтін. Муфтият кезетте жаңағыдай әртүрлі уағыздар шығады, аудио уағыздар, мақалалар, соның бәрін оқып сөйтіп жүрген, Nokia-дан оқып жүрген уақыттар ғой. Сондықтан өкінішке орай біз Рамазан емес. Жаңа жылда бастадық. Бұл нәрсе жалпы негізі өте жақсы әсер етеді. Әсіресе мысалы осы Рамазанның кезінде бір әдеттерді қалыптастыратын болсаң, Рамазанның берекеті үлкен ғой. Кедергілер де аз. Ол жерде өйткені сен нәпсіңмен жұмыс жасауға жақсы мүмкіндік. Әдеттер деген жаңағы нәпсімен жұмыс қой ең әуелі. Оның үстіне сен қазірден бастап ертең Рамазанда осы нәрсені бастаймын деген болатын болсаң, сен әжептәуір үлкен бір дайындық жасауға мүмкіндік. Оның үстіне барлық жасап жатқандықтан саған сол ағынмен бірге бастап кету оңай болады. Көпшілік мысалы Рамазанда бастап шыққан намаз, бірге бастаймыз, бірге барамыз, серік боламыз. Мысалы мен әлі күнге шейін есімде баяғы Нұр Мүбаракқа дейінгі кезеңдерде біз велосипедпен, енді Қызылордада мешіт көп емес еді, ол кезде вообще аз еді. Велосипедпен жаңағыдай әртүрлі мешіттерге арнайы шығатынбыз, 8-9 велосипед болып жаңағыдай тарауихтарға әртүрлі мешіттерге баратынбыз. Сондықтан осындай кезеңдер сен өміріңде мәңгі бақи бүйтіп дерек болып қалып кететін, сен санаңда қалып кететін нәрселер. Мен әлі күнге шейін есімде алғашқы бастаған Рамазандарымның кезіндегі тарауих оқып тұрғанда орталық мешіттегінде бралар болады ғой, стенкада жанып тұрады ғой, люстра сияқты, бірақ стенкадағы сол нәрселер, жартылай қараңғы атмосфера, барлығы енді керемет есім. Жаңағыдай қаридың оқып жатқандығы, Айтбай мешітінде Қызылордада ұстаз болатын, қари болатын хафиз, ол кісі әлде де бар, мен білемінше Қызылордада қазір. Керемет оқитын енді. Ана өзі де сондай бір көркем оқыған жақсы көретін. Абдулхақ. Сол кісі. Ол кісімен бір мешітке кіріп бара жатырмын, сөйтсем ол кісі шығып келе жатыр екен, мешіттен ба, дәретханадан ба екен, бір сол ғимараттардың бірінен шығып жатыр екен. Ассалаумағалейкум десем, уағалейкум ассалам әндетіп. Есімде алып кеткен, барлық есімде алып кеткен. Жаңағы Нұр Мүбаракқа түсініп жүрген кезде Мысырдан бір кісі келді, практикант болып, Айтбай мешітіне. Айтып жатырмын, Қызылордамыз ғой енді, ыстық, қақаған ыстық кәдімгідей. Сосын айтамын ғой енді, Мысыр деген вообще ыстық шығар десем, түрі бүйтіп бір дәл осындай ғой дейді. Сондықтан ол керемет бір естеліктердің кезеңі, керемет бір өміріңде мәңгі бақи қалып кететін, сен соның барлығын көрген соң ертең балаларыма да осындай жасап беремін деген ой болатын. Ертең мысалға мен баламды ертіп бетіп мешітке алып барамын, жартылай қараңғы мешітте, жаңағыдай тарауихта атмосферамен намаз оқимыз деген сынды. Оның барлығы керемет әсер етеді. Сондай нәрселерге толы болған соң Рамазан сағынасың. Мысалға кітаптарды оқисың, бір естелік кітаптарды, бір ақын кісінің естелік кітаптарын оқып қалма, шетелдік. Андай мұсылман елінде туып өскен екен да. Сол балалық кезіндегі жаңа адамдардың ауызашарға жиналғанын, үйдің ішіндегі жаңа безендірулерді, андай жаңағыдай лампалар қояды екен, олар Рамазанға орай соны еске алады, мешітке алып баратын жолды, соның барлығын керемет әдемі деп сипаттайды. Баланың санасында керемет қалып кетеді. Сондықтан оның барлығы енді көркем естелік, әрі сенің рухани хәлдерің, сенің бірден бір құнды жинай алатын нәрсең ол хәлдер. Мысалы не үшін біз балалықты еске аламыз? Кейбір адамдар балалығын айтып жатады ғой, түк қызық емес та. Саған ана балалығы, что ол как бы
қызығатын нәрсе ма не ол мысалы ол қазірге қарағанда вообще нашарлау да болуы мүмкін әлеуметтік жағдай ше жаңағыдай бір нәрсеге нанға таласатынбыз мысалы мен есімнен ол су лақтыршы дейміз жаңағыдай үйге су алып шықшы деп біреуді қинаймыз ол мамасы шығармай қояды сосын су лақтыршы онда деп айтамыз баклажкаға су толтырып лақтырып жібереді жаңағыдай балконнан соны таласып жүріп ішеміз бір біріміздің артымызда нан алып шықшы деп айтамыз мысалға просто баклажкадегі су ғой мысалға қазір енді сен барасың деп ол магазин сатып ала саласың ғой негізі нан деген проблема ба құрысын бірақ бізге керегі нан емес су емес бірақ хәл емес па сол кездегі ше тура сол сынды сенің Рамазан хәлдермен есіңде қалу керек та ол хәлдерді көркем хәлдерді сен қалай жинайсың сен мешіттегі жаңағыдай жамағатпен бірге жүргеннен жинайсың кейін түнде жалғыз өзің қалып қалып намаз оқып отқан кездегі бір қорқатын сәттерің болады ғой сол сәттерді жинақтайсың сен жаңағыдай бір бүйтіп рухукта бір жерде тұрған кезде яқин сезім қаласың мә анау бір денең шымырлап кетеді сен басың иіп жатқанын құдайға сезесің хәлдер ғой осы хәлдер сені Рамазан сағындыратын негізі осы хәлдерді жинақтайды да осы хәлдер сен әдеттеріңе байланған кезінде сен сол әдетті сүйесің сол әдеттерді сүйесің сен отырып алып мен есімде әлі күнге шейін анау жаңағы Қызылордада деп жатырмыз ғой Қызылордада мешіттің ішінде бұрын кішкене намазхана болатын қазір үлкен мешіт қылып ашты ғой сол ең алғашқы жаңағыдай тәжвидті оқып әріптерді оқыған кездерінде ескі мешіт қой жаңағыдай отырып жаңағыдай ашып ананы оқығаным есімде мәссаған керемет сол кезде бір қызға үйленемін ба деп ойлап жүргенмін истихара оқып көңілім бірден суып қалған есімде мысалға ше енді вообще араласпаймыз қыз жігіт болып жүру деген жоқ қой бірақ бүйтіп осы кісіге үйленсем ба деп истихара намазын оқимын көңілім қатты суып кетеді да сөйтсем оказывается ол жағдай уже біраз уақыттан кейін өзі үйленіп кетеді қазір сөйлесіп жүрген адам бар екен сол сияқты мәселелердің барлығы мысал ретінде сен көркем әдеттеріңе жабысқан кездерінде көркем хәлдер көркем естеліктер қызықты кездер имаммен әңгіме айтып тұрып қалған кездерің мешіттің ішінде бір нәрсені жуып жүрген кездерің бір енді бізге қызық та сол кезде бір андай бір имам қинамайды да соның барлығы мысал ретінде сағындырады осы сағыныштарды мысалы бағанағыдай отырып жаңағыдай құран ашып жатқандарың түнде тұрып намаз оқығандарың ауыз ашып жатқан кезіңдегі жаңағы сағатқа қарап отырған жамағат жаңағыдай уаз еткен адам онымен шаруасы жоқ соның барлығы мысал ретінде көркем естеліктер осы әдетке байлану керек та сол кезде алысқа барады әдет біразда еске түсіп кетті ғой ақша есіме түсіп кетті керемет мына сөзіңізден жаңағы құлшылық жасап жатқан кезде соның халі бұрынғы Рамазанда кешкен халіңіз оны сағындырады да ана құлшылықты одан әрі сүйе бастайсыз дейсіз ғой әрі сен оны тұрақ жасаған келе бастайды ең бастысы шектен шығып кетпеу да біздің проблема мысалы ретінде мен осы Рамазан бастап кітап оқимын дейміз да күніне 100 бет 150 бет сосын бір күн оқисың екі күн оқисың үшінші күн дей бастайсың кейін қосып оқимын ғой дей бастайсың сонымен қалып кетеді олай жасамау керек намазды да олай қылмау керек намаз 5 уақыт па 5 уақытты сен бірінші тұрақтандырып ал ең әуелі мысалы осыны өзі тұрақты оқып ал егер сен кітап оқып бастаймын дедің ба 2-ақ бет қой да келесі 2 бетті оқығанға шейін сағынып жүретіндей бол тауысып қойма жаңағы ынтықтығыңды тауысып қоймау керек қызық жерінен біткен сериал секілді қылды ұстаз керемет оның әкесі тоқтау керексің қалай оның әкесі де тоқтау керексің мына жалпы енді әдеттердің ішінен керемет бірақ бірнеше әдеттер екі тараптан да айтылды ғой соның ішінде көбірек айтып қалғандарыңыз Құранға байланысты өкініштісі қазір Рамазан айында ғана Құран ашылып одан кейін Рамазаннан кейін Құран сол күйінде жабылып полкада қалып кететін кездер болады соған енді жалпы көрермендерімізге жалпы өзімізге осы Құран оқуды күнделікті әдетімізге айналдыру үшін осы Рамазаннан бастап не істелу керек немесе қазірден бастап қандай бір кеңестер бересіздер жақсы енді менің ойымша ең жақсы осы егер осы подкастты алдын ала шығып көріп жатқан кісілер болса Рамазан айы болмай тұрып жаңағы қарапайым әліппен үйреніп алуды қолға алу керек деп ойлаймын алла сәтін салып осы келіп жатқан кезде Рамазан айында толық ләззатын сезіну үшін Құранмен болсашы өйткені сөзсіз андай не ғой кейбір заттар бар да ол өзі үшін емес басқа үшін құрметті болатын мысалы үшін ғалымдарымыз айтады қасиетті Мекке қаласының құрметті болу ол Кағбатулла үшін қасиетті Мадина қаласының құрметті болу үшін өйткені ол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жатқан үшін алла елшісі жүрген үшін алла сол жерде дұға еткен үшін яғни өзі үшін емес өзге үшін деп жалпы бізде де усул фиқ сондай нәрсе бар ғой кейбір заттардың құндылығы өзі үшін емес өзге де болады депші мысалы үшін ақшаның өзінің құндылығы жоқ негізінде бірақ ол басқа нәрсеге итермелесе онда құнды болады деген сияқты сол сияқты Рамазан айында біз егер құнды қылатын нәрсе ерекшелейтін нәрсе не екенін біз іздейтін болсақ ол қасиет Құран түсу ғой яғни қасиет Құран мен Рамазан ол ерекше болады егер міне осы үшін ол құрметтеліп тұрмаған болса онда Рамазан құндылығы болмай қалады егер Құран құрметтелмесе мысалы үшін біз айтамыз ғой
жиі имамдарда болатын нәрсе, бір ас жиынға баратын болсақ, жаңағы халық бос әңгіме айтады да, бірақ жаңағы қайтыс болған кісі жайлы еске түсірмейді да. Бірақ негізі ол кісі жиналудың бәрі себеп негізі сол қайтыс болған кісі үшін ғой, бірақ бүкіл әңгіме болып отыр, ол кісі жайлы болып жатқан жоқ, мүлдем ше, яғни өлімді ғибрат ешкімге алып жатқан жоқ деген сияқты нәрсе. Тура сол сияқты біз білуіміз керек та, Рамазан айының ерекше қасиет Құран түскеннен кейін сол сияқты барынша Құран насихатталу керек. Және Құран насихатталуына қатысты мынандай ұстаным болу керек деп ойлаймын да. Бізде оқу бар, ол бірінші кезекте әрине сөзсіз. Сосын барып Құран жалпы не ол түсіну мәселесі. Жалпы Құрандағы сүре деген не, аят деген не, жаңағы меккелік аят, мадиналық аят деген сияқты ұғымдарды білу өте маңызды да. Жалпы Құранның өз құрылымы не, Құран ғылымы ғой, бізде оған қатысты Қайрат Құнанбаев ұстазымыздың да несі бар да, кітабы шыққан болады қазақ тілінде, пайдалы деп ойлаймын. Өйткені кейбір кезде Құран оқи бересің де, бірақ ләззатын сезбеген соң оят не нәрсе айтылып жатыр, не үшін мұндай бөлінген мән бермес адамға жалықтыруы мүмкін да. Сол үшін де Құранның құндылығын аяқты сезініп, не екенін сосын Құран оқып қатар алып жүретін болса, ерекше бір пайда береді деп ойлаймын да. Ал енді бұл Рамазан айында әдет қалыптастыруға өте үлкен мүмкіндік деп айттық қой жаңа. Соның бірі менің ойымша, адам әрқайсының өз жағдайына қарау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір хадисінде мұсылмандар мен кәпірлер теңестірген кезде мұсылмандар андай жап-жасыл шөпке теңестіреді ғой. Яғни не дейді жаңа? Талшылық. Flexible дейді жаңа, әр неге икемді болады. Иә. Иіліп тұратын ситуацияға иіліп алады. Ал жаңа кәпір адамдарды осы пайғамбарымыз жазып жаңа Құран ашық деген жел соғатын болса ашық құлайды да күл талқан болады. Сол үшін де мен Құран оқуға қатысты әркімнің өзінің жағдайына қарай график түзіп алған дұрыс деп ойлаймын да. Мысалы үшін біз сияқты, мысалы мен өзім қазір Қонаев қаласында тұрамын да, жұмыс Алматыда. Сол екеуінің ортасына келетін болса, Құран оқу қиын ғой. Сол кезде адамға лучше Құран тыңдауды қолға алса. Ол да рульда болса, немесе көлікпен жоқ, мен сияқты жаяу жүрген кісілер болса, автобуспен жүрген кісілер болса, наушникпен тыңдаса хотя бы ешкім зиян бермей. Сосын барып Құран оқуға қатысты, мысалы егер сенде күндіз бойы жұмысың тығыз талап ететін болса, отырып оқу мүмкіндік емейтін болса, таң намазын сәресінен кейін оқу керек деп ойлаймын да. Иә, өйткені әркімде жағдай әртүрлі. Кейбіреулердің жұмыстарында мүмкіндік бар, жаңағы обед уақытында шығып оқуға, кейде нәрсе болмайды да. Сол үшін мен айтатын ойым, байқағаным, көмек беретін нәрсе, әркім өзінің жұмысына, жағдайына, тұратын жеріне, мүмкіндігіне қарай реттеп алған дұрысырақ. Иә, сол үшін жаңағы мысалы маған ең өтімді нәрсе жаттау мәселесін шәкірт кезінде мен таң намаздан істеймін да. Маған жаттау оңай, сосын ары қарай уже дәріске шығып кететін болсам, не жұмысқа шығатын болсам, бір нәрсе істеу қиын да. Өйткені фокус шашырап жүреді. Сол үшін Құран маңызды болғандықтан мен үшін таң намаз өте уақыт берекелі уақыт. Сол жерде жаңағы өз нәрсені аяқтап, сосын барып жүретін нәрсе бар. Бұл енді жалпы Құран оқуға қатысты нәрсе болса, жаңағы белгілі параларда, сосын кейбір белгілі сүре жаттау деген нәрсе бар да. Мысалы егер сені ретке келетін болса, 3 аят болса да жаттау мәселесін. Иә, сен күндіз бойы хотя сол жерде ашып жүріп жаттап жүрсең де ыңғайлы болады да. Сол үшін де менің ұстаным бұған қатысты Құран оқу бар. Сосын Құран ілімдеріне қатысты нәрсе қарау бар. Сосын барып жаңа не иә, жаттау мәселесі. Осы үшеуін қатарға алып жүретін болса, менің ойымша ерекшелік болады да. Өйткені мен де өзім байқаған нәрсем Жомарт ұстаз, Әбілқайыр ұстаз, біз салауат кітабын шығардық қой, жаңағы сырғат ал салауат. Сосын өзім көремін да, жаңағы Дәлел Құдайет кітабын оқимын күндеш. Өзім дін саласының маманы арабша білемін, бірақ жалықтырып жүреді керегеш. Не үшін айтатынын білмейсің сен. Жолда оқып жатсың, оқып кетіп жатсың да. Бірақ сол салауаттың пайдасы жайлы игілігіне қатысты нәрсе қарайтын болсам, салауат ықыласпен істеймін да. Өйткені адам қанша дегенмен ниеттен шаршайды, төмен түсіп кетіп, қайтадан шығарып, шаң қағып қойып, қайтадан шығарып қоя береді екен да. Мынау Құран жаттатқызатын қарилармен сөйлесем, ұстаздармен, шәкіртті ең жақсы жолды жаттату әрқашан оларға Құран құндылығын айтып отыр дейді. Өйткені кейбір кезде Құран жаттау нәрсе андай мотивация кетеді, уже сен таза ақылмен істеу керексің да. Өйткені уже 3-4 бет жаттадың, 10-20 бет кетті, ықылас қашып жатыр, саған қиын болып жатыр, ол кезде саған әрқашан керек та, мотивация керек та. Сол себеп Құран жаттаған кезде осындай менің ойымша Құран құндылығын айтатын, маңыздылығын айтатын нәрселер болатын болса, Рамазан айында Құранға көңіл бөлу ерекше оңай болады деп ойлаймын. Иә, осы әдет қалыптастыратын болса, сол Рамазан біткеннен кейін Құран қолынан түспейтін адам болады деп ойлаймын. Бұл бір нәрсе да. Енді екіншісі тағы мен байқағаным, сөзсіз қазір гаджет заманы ғой, не өте көп технологиялар. Қазірде бір бауырымыз не ашыпты, приложение, дайым деп аталады. Сол приложение сондай кіретін болса, сол жақта Құран оқуға болады. Және өзіңізге берілетін жаңағы күніне 1 бет, 2 бет бар да. Тапсырмас. Иә. 5 минут беріледі, сол жақты бітіріп, ары қарай сен сол кезде 601 адам қосылады да, сөйтіп бір хатым бітеді да.
енді бұл бастап адамдар үшін мүлдем өте оңай жол деп ойлаймын ба. Ең бастысы сіз күнде 2 бет оқисыз, группамен бірге хатым болады бір күнде, сосын барып жаңағы несі сауап бағышталады. Бұл да енді жаңа айттыңыз ғой, Рамазан ерекшелігі көпшілікпен бірге барамыз, сол көпшілік сені итермелеп отырады деп. Тура сол сияқты көпшілікпен бірге сенде бір ненің әр адам негізі қалайды ғой, мысалы белгілі бір жаңағы бізде рудың мүшесі, ұлттың мүшесі деген адамды қолдап отырады. Тура сол сияқты берден мен де осындай Құран оқитын топтың мүшесімін деген нәрседе адамды бір итермелейтін сияқты. Сол себепті алғашқы кезде қиын болады, осындай топтар тіркеліп те тұрақтануға болады деп ойлаймын. Алғашқы кезде әсіресе мынау хатым топтарына байланысты. Хатым топтары деген бар ғой, барлық WhatsApp топқа қосыласың, адамдарға бөліп береді, оқымаған адамдар шығарып тастайды. Бұл программаны шығарған кісіні біраз хатым топтан шығарып тастаған ғой. Сосын бар, мынау болмайды деген да, жаңағыдай шығарып тастамайтындай жаңағыдай программа құрастырып шығарған. Жаңағыдай мәнісі жаңағыдай WhatsApp группадағы сияқты, жаңағыдай бүгінге саған мынау беттерді бөліп береді, жаңағы сен сол беттерді оқисың, басқа кісілер басқа беттер оқиды, сонда күнде бір хатына түсіп отырады да. Ол кісінің топтардан шығарып тастауының пайдасы деген біз білмейміз. Бірақ енді әдет қалыптастыруға қатысты әртүрлі нәрсе бар ғой. Мен түсінгенім өмір әртүрлі екен да. Әр адамның өзінің өмірлік жағдайы, ситуациясы әртүрлі. Бәрқайсысына бір стандартқа келтіру қиын екен негізі. Маған таңертең оқыған ыңғайлы болатын болса, біреу таңертең малын шығару керек та. Таңертең мал сатса таңертең шығарады. Немесе бір алыста тұрып ертерек шығу керек деген сияқты. Бір стандартқа келтіру қиын. Сол себепті әркім өзіне ыңғайлы уақыт тауып, сол өзіне реттеп алатын болса, сол дұрыс. Бірақ өзімен шынайы болу керек та. Менің уақытым жоқ деп өзін алдауға да болмайды да. Ана сіздердің сөздеріңізден бір оқиға есіме түсіп отыр. Ана зағип бала Құран жаттаған әлеуметтік желіде араб баланың несі тарады ғой. Сонда әкесі айтады, мен Құран жаттамағам дейді, бірақ баламды тыңдауым керек дейді да, мен ұстазына апарам дегенше. Мотоциклмен кетіп бара жатыр, алдына айна секілді нені қойып қойған. Құранды сол жаттаған бетті алдына қойып қойды, кетіп бара жатыр. Сонда ана артта баласы оқып жатыр, ана айна секілді неден түсіріп отқан неден қарап тұрып, соған жаңағы қарайды. Яғни мотоциклде рульде кетіп бара жатса да, баласын тыңдау үшін осындай неге барған да, и солайынан жолда жаттадым дейді да. Өзі жаттап алған. Өзі жаттап жатыр, ана тыңдап жатыр. Жатталып қалады, бала қайталап барады, мысалы қарасаңыз. Бұл демек осы оқымау қари балалар деген фильмді көргенсіз ба? Жоқ. Мә енді керемет, жаңағы кішкентай балаларға жаңағыдай не қылған. Біреуі бар жаңағыдай ойыншықты шашып тастайды да. Осы жаңағыдай бір аятты береді екен, соны ойнап жүріп, соны қайталап жүріп сөйтіп жататқан екен. Біреуі бар, ер кісі баласына наушникті салып қояды да. Кәселендіреді, папа кәселенейікші деп айтады, сонымен жаңағыдай бір аятты қайталастырып қойып қояды екенсің, айналып сонымен бала қари болған да. Мынау негізі осы сынды фильмдер, мен былай айтамын, сен қари хафыз болам деген мақсат ниетті қойып тастай бер. Мен ол қолымнан келмей жаттауға бетін шағымның барлығын сырпса да, сен басқа мамандықтасың ба, қарама, ниет қойып тастай бер, қари болам. Сен қари болуың көбісі ойлайды, 2 жылда медресе жатып алып қана жаттауға болады деп ше, ондай емес. Алдына бір-екі араб ұстаздармен сөйлескен кезде айтамын, ұстаз, сіз қанша уақытта жаттадыңыз деп, өйткені мен бірінші курспын, сол кездерде бір қызықтың арабтың жаңадан жаттап жатырмын. Сен сұрайсың, біз не істеп жүргеніміз келең, анау 6 айда жаттап алыпты, мынау 2 жылда жаттап алыпты, мынау 1 жылда жаттап алыпты, мә деп жүрміз ғой. Ұстазбен сөйлесем ғой, мен 20 жылда жаттағам дейді. Бір ұстаз дейді, мен 12 жылда жаттағам дейді. Алиасқардың докторлары ғой бізде мысалға. Енді естественно кішкентай кезінен бастап жаттаған ғой енді жолдар. Алиасқарды бітірген адам қари емес болып бітіре алмайды. Бағдарлама ішінде бар. Сонда айтқым келгені, бір күнде жаттап алу шарт емес. 1 жылда хафыз болу да шарт емес. Егер де сен тіпті басқа қызметте, басқа жұмыста жүрсең де, негізі аз-аздан жаттап кете бер. Қариялар қалай жаттайтынын қара, қарияларға арналған жаңағыдай видеоларды, фильмдарды қара, әртүрлі қарияларға қызық. Өйткені мысал ретінде бір қари хафыз бар. Мен сол кісіге қарап, Құран жаттауға қатты қызығып кеттім ше. Керемет ана кісі жаттаған кезде денең шымырлап кетеді ше. Керемет жаңағыдай оқығандары, нелер мән бергендері. Сосын жаңағыдай сіз айтып жатсыз ғой, жаңағыдай мынау қатты ұнады жаңағы айтқан ойыңыз сіздің маған. Оның тарихын, қайсы меккелік, қайсы мәдиналық, сол нәрсені оқыңыздар деген нәрсе ше. Қазақша Құранның ішіндегі қазақша аудармасын оқыңыздар деген. Танымнан махаббат туындайды да. Анау бір балдар болады ғой, Манчестерге қызығатын. Ауыратын балдар бар да жаңағы. Ішіндегі анау футболистердің жаңағыдай қай аяғымен қаттырақ тебетінін біледі жаңағы. Қайсысының скорості жаңағыдай кім қаттырақ жүгіретінін біледі. Датаба бүкіл нәрсесін терең біліп алған, командасын тарихын біледі. Анау кісімен отырып көрсең кәдімгідей бүйтіп отыр. Өзің жаңағыдай не қылып кетесің. Шетелге барсаң да сондай ғой. Мықты гид болса, ананың тарихымен ауыратын. Менде баяғыда Семейге барған кезде сондай болған. Абай жолын оқып жатамын как раз. Семейге қызмет түсіп қалады, сол Семейге барамын.
бізді қарсы алып жүрген кісілер тарихшы әдебиетшілер болды да. Керемет қызықтырып жібереді да. Қайтпесе қарасаң айдалада келе жатырмыз да жаңағы машинамен ше. Бір жерде бір тау көрініп қалады, бір жерде бір нәрсе кілең жазық дала, бір төбелер әйтеуір. Оның қай жеріне қызасың мысалы бір өзің жүрсең да. Иә. Мына жерде жаңағы баяғы қорғаныстық күн ішіндегі жаңағыдай Мұхтар әуезовтің сипаттаған тауы төбесі мына жер. Мына жерде жаңағыдай Абай мына жақта тұрған, мына жақта Абайдың өзінің проектілеп салған үйлері. Мә қызықтырып жібереді да, керемет. Тарихымен. Иә, танымнан махаббат туындайды да. Иә. Танымнан махаббат туындайды. Сен егер Құранға деген махаббат туындасын десең, сенде Құранға деген танымың да жоғарылау керек та. Менің екінші мені қатты қызықтырған нәрсе осы Құран жаттауға, жаңағыдай Құранның жолына, Құранның мағынасын түсіну болды. Мен ешқашан дауысым әдемі болмаған. Бағанағы айтқанымнан түсінген шығарсыздар. Мен дауысым ешқашан әдемі болмаған, мен ешқашан ән салуға қызықпағанмын. Бірақ мен мәнісіне қызығатынмын. Яғни мағыналарына. Содан мен жүріп, мен негізі Нишқа қабылданып қойған адам мен Назарбаев мектебіне жұмысқа қабылданып қойған. Бізде Қызылордада ондай болмаған айлық қана іште мен собеседованием барлығын өтіп жұмысты бастауым керек болған. Алла менің жолымды бұрып жіберді да. Алдында жаңағыдай біздегі дайындық курсының Нұр Мүбарактың объявлениесі шығып қалды. Муслим KZ сайтынан қателеспесем. Содан мен жан жаққа хабарласып, дайындық курсына өкінішке қарай үлгермей қалдым. Бірақ жаңа ойланып жүріп Нұр Мүбаракқа түсемін деп шештім. Мендегі ең негізгі қозғаушы күш болған Құранды түсінемін деген нәрсе. Құранды оқып отырып түсінгім келеді деген нәрсе. И сен енді мағынасын түсініп тұрған кезінде, енді мен араб тіліне мен махаббатымды оятқан нәрсе Құран ғой. Сіз бөлдіңіз ғой, жаңағы Құранды жаттау бар, Құранды тану бар. Мен соның ішіне қосқым келетін еді, оқу бар деп, хатым деп айтасыз. Мен соның төртіншісін Құранды түсіну деп қосамын. Біреулер айтады да, біз баян Нұр Мүбаракта жүрген кезде, жаңағыдай біреулер болады, мен уақытымды Құранға арнаймын дейді да, Құран жаттауға арнайды да. Сонда сен араб тіліне арнайсың ба, жоқ әлде Құранға арнайсың ба деп сұрайды. Мен айтамын, мен бәрібір де Құранға арнап тұрмын, бірақ мен Құранды түсінуге арнап тұрмын деп айтатынмын да. Сен жаттауға арнап жатрсың, мен түсінуге арнап жатырмын. Мен араб тілін гид болу үшін оқытқан жоқпын ғой енді. Мәнісі Құран ғой. Сол үшін бағанағы Құранның хатымы, Құранды жаттау, Құранды тану және де Құранды түсіну деп қосатын едім. Өйткені енді мүлдем басқа деңгей. Мен Нұр Мүбаракта уже арабшаны кішкене оқып түсіне бастаған кездерімдегі мынау Нұр Мүбарак мешітінде тұрып, имамды түсінген кездегі жылағаным есімде. Ал мен бір анау енді әртүрлі кезеңдер болады ғой. Біреулердің ауыр сөздері тиіп кетеді. Олар айтқан сөзі сені қайғыртпасын деген кездегі хатым жасап отырған аяттар кездескен кезде енді Құран саған кәдімгідей жұбаныш болуға жеткілікті да негізі. Құран саған тірек болуға да жеткілікті, тануға да жеткілікті. Сен жаңағыдай оқып жатқан аяттарының ішіндегі мәселелер бар. Кей кезде болады сағындай бір дүниенің мәселесімен ауыртып кетесің да, жаңағыдай сөйтіп намазда бүйтіп ашуланып жаңағыдай бір мәселелердің конверсияны бір нәрсесі цифрларды ойлап тұрған кездерінде ойлап кете бересің ғой, дүние ғой, алданып кетеді ғой кей кезде. Сол кезде әл-хакум такасур деген кезде вау, окей, болды, осы жерден тоқтайық, осы жерден. Сен дүние алдандырып қойды деген кезде, дүниені көбейтуге тырысу алдандырып қойды сендерді деген кезде болды. Оның барлығы жиналасың да. Кәпірлер, нелер, жаңағыдай олар жаңағыдай тасып жүрген жаңағы есектерге ұқсайды деген кездерінде барлығы жаңағы сен мағынасын түсініп тұрған кезде өмірлік істеріңмен сенің өміріңмен байланысқан кезде Құранмен сенің аз байланыс болды. Әсіресе егерде бала кезінен бастап Құран жаттаған болса, ол бойына сіңіп кетеді екен. Біз қариялардың группасында оқыдық, Алиф деген топ болды, бізде жартысынан көбі қари хафыздар болды. Енді одан да бөлек көп қари хафыздармен араласып, мен қатты жақсы көретінмін қари хафыздарды. Өмір бойы мен жаңағыдай бір проблема болып немесе бір жаңағыдай бір нәрседен құтыла алмай бір қиналып сөйтіп жүрген болатын болсам, қарилардың барып өтініш айтатын, қареке дұға айтшы деп ше. Реально шешіледі ғой. Өйткені жүрегінде Құраны бар адам, ол негізі тірі Құран ғой негізі ол. Тірі Құран негізі ол. Сен айтсаң любой жан айтып береді. Оның мынау көкірегінде, енді біз мида деп айтамыз, араб тілінде оны, хадис тілінде оны көкіректе деп айтады, кеудесінде сақтаған деп айтады. Кеудесінде сақтаған болғандықтан Құран кәрімді, ол кәдімгі Құран кәрімді. Мен кей кезде жаңа әзілдеп айтамын ғой, менде дәрет жоқ, сізді ұстай берейін ба деп, амандаса берейін ба деп жаңағы әзілдеймін ғой. Ол шынымен Құранда сен кеудеңде болған деген сөз ол үлкен нәрсе, болмаған деген жаман нәрсе. Қирап құлайынып тұрған бос үйге ұқсап қаласың, кішкене болмасын, Құран болмаса кеудеңде. Сен қазақша мағыналарын да жаттап, хатымда жасап, сен бір
бүкіл нәрсені өзің мойныңа ала бермеу керек, топқа қоя беру керек. Құран жаттайтын топқа жазылып ал, Құран хатым ететін группаға жазылып ал, топ әрдайым сен қасындағы досың, сенің рухани халіңе ең қатты әсер ететіндердің бірі. Сол үшін мен айтамын, бағанағы төртеуінде түгел болу керек, өміріңде құран болу керек сен. Мен ең қызық таңғалғанымды айтайын ба? Еуропалық мұсылмандарда Islamic hour деген түсінік бар. Ислам сағаты деген. Сонда олардың негізгі идеясы, аптасына сен бір сағатыңды исламға бөлуің керек деп айтады да. Тым болмаса. Бір күннің ішінде немесе тым болмаса бір аптаның ішінде сен бір сағатын исламға бөлуің керек та. Сен оны қалай бөлесің, сен уже өзің шеш. Оны 15 минутын сен Құран хатым жасап, 15 минутын жаңағыдай уағыз тыңдап, 15 минут басқа қылатын болсаң болады. Бірақ бір ескерту бар, сен 1 минуттық видеолармен алданып қалма деп. Біздің үлкен шейхтарымыздың бірі Шейх Мужерліға деп айтатын. 1 минуттық видеомен алданбаңдар деп айтатын да. 1 минуттық видео жазып атсаңдар да алданбаңдар, миллионный просмотр жинап атса да. 1 минуттық видео көріп атсаң да алданбаңдар. Ол ұстаздың алдында отырған мынау тәрбиені бере алмайды. Сен қазір 1 минут уағыз тыңдадың, вук еттің, ат шықты да жаңағыдай бір әзіл қалжың бір нәрселер болып жатыр. Вук еттің, жаңағыдай біреу машинамен соғысып жатыр, бір нәрсе болып жатыр. Вук еттің, UFC шығып жатыр, вук еттің бір нәрсе шығып жатыр. Сен қаяқта сен бағана жарты минуттың ішінде рухани хәл жинап үлгердің ба не? Сен үлгермейсің ғой. Айтады, бұл 1 минуттық видеомен алданбаңдар. Бұл анау мешітке барып кеңірек оқып білуге, ұстаздың алдында отыруға белгі деп біліңдер. Соған бастаушы жаңағыдай триггер, түртуші ретінде таныңдар. Әйтпесе жаңағыдай мен 1 минуттық видео уағыз көріп жүрмін ғой деген нәрсе сендер көңілдеріңді қонышытып жаңағыдай тынышталдырып қоймасын деп айтады. Өте керемет. Жаңағы кім Әбекеңнің сөзін толықтырмай тұрмын, жомарт рұқсат болса. Әрине. Жақында біз неге бардық? Қасиетті Мадина қаласына бардық та. Алла тағаланың қалауымен сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірбаянында өткен маңызды жерлерге бардық та. Және бір ерекше сол пайғамбар өмірбаянында болған оқиғаларға Құран айтар түседі ғой. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Баду Надыр тайпасының қуып жіберген оқиғасы, Бану Қайнақақтың болған оқиғалар. Енді сол жақта жүрсін де мен сондай не таптым да, кітап тауып, сол ғалымдарымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өміріне соншалық көңіл бөлгені, имам Самухудидің сол кітабы бар екен да. Уафа бил ахбари дарил Мустафа дегенші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қаласы, Мадина қаласына аманат деген ғой енді. Сол жақта болған әрбір оқиғаны кітапқа жазып кеткен екен да. Соншалық имам Самухуди кімнің Қайтпай сұлтан дәуірінде болған екен да. Сол жаңа пайғамбар мешіттен бастап Қайтпай мешітіне қанша зиролық соны есептеп кеткен ғой. Қанша метр? Қанша метр. Анау жақта мынандай кезде мынандай оқиға болған, мына жақта мынандай болған, мысалы андай сайда осындай оқиға болған. Мына Ақиқ дейтін сайда пайғамбар намаз оқыған деген бәрі андай өмірбаян жерде кәдімгі жазып кеткен да, детально ше. Сол жерде жүрсің де, сол кезде ана сезінесің да, пайғамбардың осындай оқиға, осындай аят түскен ғой деп ше. Ана Хашр сүресінің аяттары жаңағы қуған кезде осы жерде түскен ғой деп. Ана Хандақ соғысында Хандақ тауына барды да. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи болған оқиға, әскер келген кезде сен қорықтыңдар деген пайғамбар сенде үлгі бар деген аят түскен кезде сезіну керек те ше. Сол сияқты ана Құран аяттарын сен оқып отқан кезде, жаңағы болып отқан жайттарды, сирасын оқып білген кезде, жаңағы жай аяттар емес саған ше. Ар жағында саған түрткі болатын нәрсе болып жатты. Мен де өзіме Нұрбаратта оқып жүріп бакалаврда Ахзаб сүресі тәпсір менен болды, диплом жұмысым. Аны оқыған кезде ұстаздар бағыт берді, былай зерттеп, былай Ахмад Амир бағыт берді көп. Соны оқыған кезде бейнелер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отбасымен жүрген сияқты боласың да. Мына жақта Зейнабамыздың ситуация болып отыр, мына жақта Зайд Харистің оқиғасы, мына жақта мынау болып отыр, мынау отыр деген сияқты сондай күшті сезім береді. Соны айтпай қойым, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірін оқумен жаңағы Құран аяттарын қай жерде болған бейт көретін болса, Құран аяттарын оқып отқан кезде ойыңа түсіп кетеді да, анау мысалы ойға келген кезде сезім ерекше болады екен да. Мысалы мен ана Ухуд несін Ухуд соғысы бойынша Ухуд тауы ғой енді. Сол жерде пайғамбарымызды ерекше құрметтеп өте көп адам қайтыс болды, 70-ге жуық сахаба қайтыс болды. Сол кезде пайғамбарымыз Құран иелерінің құрметін айтамын да. Сол адам қиындық болған кезде үлкен шұқыр қазады да бәрін көмеді. Сол жерде бірінші Құран жаттағандар көместі айтады да. Төрген иә. Сөзі қариларға деген құрмет көз тірісі кезінде де дүниеден қайтқан сонда болады екен да. Соны жаңағы Ухуд соғысына барған кезде сөзсіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болған ситуациялар бәрі көз алдыңа елестейді ғой. Бірақ өзіме соған тауып барған елестейтін нәрсе көз миыма келетін ассоциация ғой. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйрық берді садақшыларға. Сол пайғамбардың бұйрығын орындамаған себепті 70 адам қайтыс болды. Соның арасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көкесі Хамза радиаллаху анху. Енді осындай ситуация болатын болса, енді адам қатыл танытады ғой. Бірақ пайғамбарымыз кешіреді ғой бәрін. Сөз Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам несін сипаттайды ғой, жаңағы мінез құлқын. Фаин кунтал фазл ғализал құлб депші. Егер сен жүрегің қатты болған кезде. Және кейбір тәпсіршілер фәзл деген сөз мағынасы не екен да?
түйенің зәрін айтады екен да, түйенің зәрін көріп адам айланып жүреді ғой. Иә. Типа адам сенің де мінезің нашар болатын болса, сен көріп адам айланып жүреді сенен. Мысалы алла тағала айтады, пайғамбарымыз сол болған ситуацияны сол жерге тастаған да, сол жақта жаңағы қателік істеген сахабаның беттеріне басып бүйтіп айтпаған да, тастап қойған сол жерде. Сол алла тағала айтады, фәз деген сөз адамның қателігін бетіне қайта баса беретін біреу болғанда екен дейді. Жүрегін қатты болғанда инфадда мен харут деген сөз, инфадда деген сөз дейді, тіл ғалымдары әйнектің сынуын айтады екен да, әйнектің сыну. Әйнек сынатын болса не ол жөндеу келмейді ғой. Мысалы темір бұзылса варт етуге болады, мына болса шегелеп бірдеңе істеуге болады. Әйнек шашылатын болса жинай алмайсың ғой. Сол сияқты егер сен адамдардың қателігін бетіне баса беретін біреу болғанда едің, немесе қаттылық болғанда еді, сен қасында ешкім қалмайтын деп айтады да. Сол жерде мысалы айтайын деген ойым, жаңағы Құран аяттарын оқу. Сен пайғамбар өмірін осы ситуацияны білетін болсаң, оқыған кезде эффект бөлек болады екен да. Жаңа Әбілқайыр айтып отыр ғой, Құран жаттау бар, хатм ету бар, ғылымын білу бар, сол түсінуге әрекет бар ғой. Сол кезде сен түсінесің, пайғамбар сағат менде көркем мінез иесі болуым керек деп. Осындай деңгейде Құранмен байланыс болатын болса, менің ойымша адам Рамазаннан кейін мүлдем бөлек болады. Мынау жаңағы сіз айтқан, кешіріңіз. Әдемі. Сіз айтқан нәрсе маған үлкен насихат болды негізі. Мен ұмытып бара жатқан нәрсемнің бірі екен осы. Қайсы? Машалла. Жақсы насихат болды. Анау пайдалы білім деген бар ғой. Машалла. Адамға керек кезінде айтылған білімдер болады ғой. Мен айтамын жігіттерге көп. Сен өзіңе нәсіп болған нәрсені үйрендің деймін да. Нәсіп болған нәрсені естідің. Жақсы нәрсе айттың ұстаз десем айтамын. Мен айтпасам басқа біреу айтатын еді. Ол менің нәсібім емес, ол сенің нәсібің болған екен деп. Менде бірінші дұға жасау керек. Мынаның барлығының бастамасы дұға негізі. Мынаның бәрінің бастамасы дұға. Я Құдайым пайдалы білім бере көрші деп сұрау керек те, ең әуелі. Хидаят бере көрші деп сұрау керек. Адамның Құдаймен жалғыз қалатын бірден бір сәті ұйықтар алдындағы сәті ғой. Біз қазір оны телефонмен толтырып тастай береміз, бірақ сол бір сәт қалып Құдайыңмен мінәжат қылсаң, бір сәт сөйлесіп, тым болмаса 2-3 нәрсе сұрап, я Аллахым кешіре көр, я Аллахым пайдалы білім бере көр, я Аллахым хидаят тура жол бере көр деп, тым болмаса сол 3-ақ нәрсені сұрасаң, оның өзі уже саған жаңағыдай кешірім сұрағанның ризығыңды кеңейтеді, кешірім бұйырады, сен тозақ отынан сақтайды. Сен пайдалы білім сұрағандығың сені дұрыс нәрсені білуіңе әсер етеді, хидаят сұрағандығың дұрыс нәрсеге әрекет етуді әсер етеді. Тым болмаса сол 2-3 нәрсені сұрау керек та, хотя бы тым болмаса, өйткені бір кісінің сөзі бар, киноның барлығы жақсы, бірақ кітап жазудан таңбау керек, өйткені кітаптар арқылы ғана біз адамның жатын бөлмесіне кіре аламыз деп айтатын сөзі бар екен. Жатын бөлме дегеннің сөзінің мәнісі жаңағы түбіне ма? Адамның жалғыз қалып ойланатын сәттеріне қатысты да. Енді видеоларда ол жерге кіреді ғой енді қазір. Бұл енді ертеректегі бір кісінің айтқан сөз болса керек. Бірақ бәрібір де сен жалғыз қалған сәттеріңдегі сұрайтын нәрсең сен күнделікті көретін несібеңе әсер ғой. Керемет. Алла разы болсын. Яғни біздер Құранды мағынасымен түсініп оқу үшін, яғни оны махаббат арттыру, таным махаббатты арттырады дедік қой. Демек оны бірінші қатарда мағынасын оқу, арабшасымен қатар, одан кейін сол Құранның аяттарын, ол пайғамбарымыздың өмірі ғой ашатын. Пайғамбарымыздың өмірді оқуды ұсынып отырмыз ғой сонда. Машалла, керемет. Енді уақыт мәселесін әдемі бір қозғап кеттіңіз ғой. Сол енді уақытты жоспарлау. Қазір мысалға айтайық, көрермендерде де бізде де сұрақтар туындайды. Қай кезде үлгерсем болады? Мысалға жаңағы әркім өзінің жағдайына қарап дедік. Бірақ негізі асылы бір қазірден бастап қаншадан уақытты бөлген, қай нәрсеге бөлген, енді біз біраз нәрсені ұсынып жатырмыз қазір олар көрерменге, айналамызға, мысалы адамдарға. Уақытты жоспарлау мәселесі. Бұл өйткені Рамазанның ертең өнімді өтуіне көп әсерін тигізетін нәрсе ғой. Соған қандай нәрсе айтасыздар? Жақсы, жалпы біздің ғалымдарымыз уақытты росул мәл дейді, капитал дейді. Имам Ғазали рахимахулла осыған байланысты бидадул хидая деген кітабы бар. Енді қазір қысқаша түсіндіреміз бұны. Кітап мақсаты былай ғой, адам тура жол табу керек. Тура жолды табу уақытты жоспарлаудан басталады дейді. Мен андай басында осы батыс әдебиеті көбейген кезде ойлайтын да, уақыт жоспарлау мәселесі батыстан келген нәрсе екен, бізде жоқ екен деп. Сөйтсем имам Ғазали рахимахулла сол кезде жазып кеткен екен. Кімнің имам ибн Жаузи сияқты ғалымдардың баласына жазған насихаттарында кәдімгідей күнді жоспарлау бәрі жазып берген ғой. Енді бізде бар да. Сол өкініштісі құндылық бар, бірақ құндылықты біздің кейбір
дәрменсіздігінің себебі халық жеткізе алмай жатыр, бірақ негізі құндылықтар өте көп та жеткізетін. Сол имам Ғазали рахмаллаху уақыт жүйелеуге үйретеді. Сен құндылығын айтады. Сол уақыт жүйелеу ол кісі таң намазынан бастап қалай уақытты жүйелеу керек екенін бәрін үйретеді да. Мен өзіме жеке өмірімді әсер еткен кітаптардың бірі имам Ғазалидің кітабы да, Бидайль хидая. Содан кейіннен кім сияқты имам Мақтиси ғалымдар өзі Минхажул Қосин кітаптарында да адамның уақытын жүйелеу үйретеді. Сөйтіп ол адамның уақыты бөлек түсіндіреді да. Шәкірттің уақыты бөлек, ұстаздықты бөлек, қазылықты яғни басшылықты істеген бөлек, анан бөлек. То есть жаңа айтқанымда бәрін біз бір стандартқа келтіре алмайды екенбіз да, соны түсіну керек та. Соны әркімнің жағдайына қарау керек. Енді біз қарапайым бір құрылыста істейтін жұмыс істейтін адамның мысалын алатын болсақ, менің ойымша ең жақсы нәрсе сол жұмысқа шығатын алмастан бұрын Құран оқып салған маңызды деп ойлаймын. Сосын барып қазір кезде бізге де осы дін саласы келіп баса әсер еткен дәрістердің бірі ол сөзсіз Арман ұстазымның 30-шы параның тәпсірі, 29-шы параның тәпсірі солар ғой. 100%. Соларды тыңдап жүруге кеңес беремін да. Мен де өйткені неге құрылыста айттым, мен өзім дін саласында келмей тұрып, оқымай тұрып құрылыста істегенмін да. Мен өзіме сол методтарға көмектесетін. Мен ана бауырларымыз тамақ ішіп әлі отқан кезде сөйлесіп, әдетте таңғы аш болған соң ер адамдар бірін сөйлеседі енді. Жаңағы темекілерін шегеді, бірдеңе істейді. Ал сен сол тамағын ішіп алып тез тұрасың да барып Құранды оқып келесің да. Сосын жұмыс басталған кезде енді құрылыс болған соң мен наушник салып жұмыс істеуге мүмкіндік бар да. Сол жерде мен жүріп көп деген ұстаздардың насихатын барамын да. Әсіресе сол кезде Арман Қуанышбаев ұстазымызға мың алғыс, Алла разы болсын ұстазға. Кәдімгі тастамаштан айтыппыз. 30-шы параның тәпсірі шыққан кезде енді мен үшін енді таңғалатын нәрсе болды. Мен сол кезде ішкі саясатта істейтін автобуста турасы сияқты. Сол тыңдауға болады деп ойлаймын. Сосын енді қазір Аллаға шүкір енді мысалы ұсынатын болсақ, мен өзім сол Қапшағай қалалық мешітінде істеп Құран мысалдар дейтін, Құрандағы айтылған мысалдарды жинақтап дәріс түсірген болатын. Ол ютубта тұр мысалы үшін. Одан да басқа қазір Ерлан Ақатаев ұстазымызда уағыздары көп. Именно сол үшін де уақыт тәпсір саласында уақыт үнемдеуге мен кеңес беретін нәрсем жаңағы не ғой? Тыңдау. Өйткені біз Әбілқайыр ұстазбен алдында подкаст түсіреді, есіңізде ме? Тыңдау арқылы пайдаланшы жіберші. Енді уақытты әртүрлі пайдалану, сол үшін де тыңдап та өте көп ақпарат алуға болады да. Егер жұмысың адамдармен постоянно коммуникацияны талап ететін жұмыс болатын болса, тыңдауға болады деп ойлаймын. Тыңдау көп нәрсе пайда береді. Өте жақсы. Бірақ көп адам бұны елемейді да негізі. Бірақ біз Құран аяттарын өзін оқып қарасын болсам, адамның ананың құрсағын дамитын процесс баяндаған кезде біріншіден айтады ғой, құлақты айтады ғой, естіп айтады да. Шынымен де бүйтіп аятымыз айтады, көп аят солай келеді да. Сол үшін тыңдау өте көп пайдалы деп ойлаймын. Сосын барып жұмыстан шыққаннан кейін, мысалы үшін жаңағы мешітке ертерек келетін болса, жаңағы Қайрат Құнбаев ұстазымыздың Құран ілімдеріне кіріспе кітабын оқитын болса, ол енді Құран жайлы өте көп ақпарат береді. Уахидың түсуі бәрі баяндалған. Оның үстіне қазір тәпсір саласында Аллаға шүкір кім Ернар ұстаз, Еркебұлан ұстаздар не аударып шықты, Тафсир Мунирдің 30-шы парасын аударды. Сол сияқты кітаптар көп та. Енді адам өзін қинамай, әлбетте негізі жұмыста кедергі етпей, отбасы мәселе кедергі етпей, бірақ уақыт бөлетін болса 5-10 минуттан жеткілікті деп ойлаймын. Қатты қинамай-ақ барынша уақыт пайдалану керек. Өйткені ғалымдарымыз уақытқа қатты қызғанып қараған. Дінде уақытқа қатты қызғанып қаратады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде адам екі үлкен нығмет деп бар дейді ғой, соның бірінде уақыт айтады. Бұрынғы ғалымдар, мысалы үшін біз Әбілқайыр ұстазбен жиі айтамыз, Ибн Жаузи сияқты ғалымдар бір адам келетін болса, уақытын құртпай қалам ұстап отқан ғой. Уақытта құртқысы келмей ма, кеудер болатын болса, нанды чайнап емес, қоқым жеп, атын су ішкен, не үшін деген кезде нан чайнап уақытын кетпесін. Сондай деңгейде уақыт қызғаныш болған. Мына кітаптың қазақша аудармасы шықты жаңағыдай ғалымдардың құзырындағы жаңағыдай уақыт қадірі, немесе уақыттың қадірі, ғалымдардың сабыры деген жаңағы аударма шықты. Сол ішінде осы кітаптары. Сол айтпай қойым, жаңағыдай біз уақыттың қадірін білуіміз керек қой. Әсіресе Рамазанда бәрі көбейеді ғой. Нәпіл намаз, парыз сияқты. Парыз 70 есе көбейеді. Осындай кезде болып жатқан кезде мынандай сұрақ келіп тұр қазір ойыма ұстаздың сөзінен кейін. Жалпы негізі бізде ана уақытты жоспарлаған кезде минут па минут жазып тастап, сосын соны орындай алмаған кезде ана бір-екі нәрсе минутқа сәйкес келмей қалса, адамның миында автомат түрде нәрсе пайда болады, сен үлгермей жатсың, яғни жоспарың дұрыс емес, и бұл нәрсе адамды кері тартады. Осыған байланысты уақыт жоспарлауда бір тиімді өзіңіздің пікіріңізді ұсынсаңыз. Фантазердің уақыт жоспарлағаннан Алла сақтасын. Уақыт жоспарлау біріншіден өте үлкен запаспен жүзеге асады. Исаақ әдіс осыған байланысты айтқан кезде айтады. Бір нәрсеге 10 минут кетеді деп ойлаған болсам, мен оған жарты сағат жоспарлаймын деп айтады. Адам уақыт қабылдау әртүрлі ғой. Көбінесе
менде мысалы сол мәселе бар. Мен ана бір 6 сағаттық жұмысты как будто 1 сағатта істеп тастауға болатын сияқты көрініп тұрады үнемі өзіме. Ондай кезде сен үнемі артығымен жоспарлауың керексің. 3 есе 4 есе мысал ретінде мен тамақ ішуім қанша уақыт алады деп ойлаған болатын болсам, 1 сағат деп ойлаған болатын болсам, онда кемінде мысалға 1,5 сағат қойылу керек. Кемінде. Осылай уақыттың 60% ғана жоспарланады. Негізі дұрысы. Бірінші мәселе. Екінші мәселе өлшеуден бастаған жақсы. Хронометраж деген инструмент бар. Сен не нәрсеге қанша уақыт кеткенін жазып отырасың. Бізде бұл ислам ғұламаларында да өте көп қолданыста болған. Ресейдің ғалымдарында көп қолданыста болған, шетелдік ғалымдарда да бұл қолданыста болған. Мен осыны пайдаланып 2,5 жылда не істеп не қойғанымды жазып жүрдім. Енді маған оңайырақ болды уже мен. Ол уже телефон заманында болған нәрсе. Жаңағы хронометраж деген бағдарламалар бар ғой. Өлшейсің. Не нәрсеге қанша уақыт кетіп жатқанын уже сен іс жүзінде біліп жүресің. Адам өзіне көріне береді. 5 минут тамақ жеп кетіп қалған сияқтысың да. Уақытын қарасаң 30 минут болып жатады. Сол үшін сен соны бірінші өлшеген соң жақсарту оңай. Жоспарлау да оңай. 2,5 жыл өлшеген кезде сенде уже түсінік пайда бола бастайды. Мысалға мен үнемі осыны әзілдеп айтамын. Әңгіме айтып отырып бауырлармен шай ішіп отырып тамақ ішкен болатын болсаң 1,5 сағат кетеді. 1 сағат 25 минут, 1 сағат 26 минут кетеді. Егер де бір өзің отырып тамақ ішкен болатын болсаң және шай ішкен болатын болсаң 1 сағат 25 минут кетеді. Сен тек қана тамақ ішіп кружканы алып кетіп қалған болатын болсаң 6 минут кетеді екен. Айырмашылық қандай? Мен егер де оны өлшемесем көзім жетпес еді. Сен бірінші күніңді өлшеп алмастан сен оны жақсартуың қиын. Питер Друкер де айтады. Сен не нәрсені жақсартқың келсе бірінші өлшеп үйрен деп. Әрдайым солай. Бірінші өлшеп, бір күніңді бақылап, бірнеше күн тым болмаса жазсаң, күннің қалай өткендігін кешке аратап отырып жазып шықсаң, түсінікті болады. Бос уақыттарың неден белгілі болады. Арадағы уақыттың жаңағыдай нелері, қалдықтары бар ғой енді бір 5 минут, 10 минут, оларды жоғары қатты бағалау керек негізі. Өйткені жалпы не үшін қазақ қиқым тастамай жаңағыдай қиқым теріп жеп қояды, басқа қылады. Өйткені біз жаңағы тамақтың берекеті қай жерде екенін білмейміз, тура сол секілді уақыттың да жаңағыдай қиқымдарының ішінде берекет болуы мүмкін. Әр сәтті маңызды көру. Иә. Мысалға мына мен алдымда отырған кісі шелпек жеп отырып жазылған кітап деген сондай кітап жазып шыққан. Оны олай аталуының себебі жаңағыдай мешітте отырып жаңағыдай қызмет қылады бұл кісі. Имам ғой. Бір қызметі имам. Имам деп мен имам деп танымаймын, просто айтқан кезде ғана есіме түседі ше. Өйткені бұл кісіні мен енді ғалым ретінде танимын, алла өзін сақтасын. Сонда жаңағыдай мешіт қой, келіп қойып кетеді жаңағыдай нелерді, күлшелерді қойып кетеді, нені қойып кетеді. Сол адамдар келіп Құран оқытады, қайта Құран оқып береді, адамдар уағыз айтады, мәселелерін шешеді, пәтуа береді, басқа қылып отыра сұрақтарға жауап береді, жаңағыдай намаз өткізіп береді. Соның арасында жаңағыдай отырып кітаптар жазған екен, жаңағыдай нені аузына салып қойып, жаңағы босай қалған күлшелерін, босай қалған кезде сөйтіп бір кітап жазылып шыққан да. Сондықтан мен айтамын, зубочисткаға жарайтын болса ағаш тастама деп айтамын. Яғни сен бір кісі туралы әңгімеден шыққан бұл Қытайға бір границаға алып барған ғой, Харгос деген бар емес па? Машинамен алып барған ғой бір кісіні таксиге не отырып. Содан ана кісі барған соң айтқан, мен саған ақшаңды берейін ба? Жоқ әлде мына жерден бір нәрсе сатып алып берейін ба деген ғой. Ана кісі қызық қой енді, құрысын ақша жеткілікті бе, нормально, жарайды, осы жерден бір нәрсе алып бер, бір нәрсе таңдап беріңіз өзіңіз онда деген ғой. Сол ақшаға тура сәйкес келетін зубочистка істейтін кішкентай аппарат салып берген ғой. Ағаш салса зубочистка шығарып береді. Үйіне келген әке-шесіне көрсеткен енді басың істей ма деген ғой ана кісілер. Сен зубочистка істейтін нәрсең не? Ақшаны алып келмейсің ба? Ақшаны қанша жерге пайдаланып біраз ұрысқан. Бұл кісі жарайды деген алып келді ғой енді. Соны үйдегі ана жердегі мына жердегі двордағы басқа жердегі ағаштарды алып келіп зубочистка жасап сата бастаған ғой. Анау сата береді жаңағыдай таксисттегі ақшасын да көбірек түсе бастайды. Анау сосын таксист қойып ана затпен айналыса бастаған, ол одан да көбірек түсіре бастайды. Әйелдің жаңағыдай мұғалім бір нәрсе екен, сол мұғалімдік жұмысына тастап, ол да жаңағыдай бүкіл ақыр соңында әулетімен жаңағыдай көшеге шығып кетіп, ағаш теріп кеттік дейді ғой, соның арқасында миллионер болған екен да. Қазақстандық кісі. Қателеспесем тіпті Қызылордада болған оқиға. Сол үшін сол үшін зубочистка жарайтын болса ағаш тастамау керек негізі. Егер де кішігірім бір іске жарайтын болса ол уақыт бос тастамау керек. Өйткені сен соны пайдалану арқылы ысырап қылмай бір нәрсеге пайдаға жаратып жатсаң, Құдай тағала соған береке беріп қояды дағы, сенің соған арнаған уақыттарың, керек уақыттарың кеңейе береді. Мен қанша жерден мысалы ретінде бір уақытта тайм-менеджменттен де сабақ бердік, басқаны да оқыдық. Мен Нұрбараққа дейін мен сол нәрселерден сабақ беріп сөйтіп жүрдім ғой. Сонда
20 жерден сен жоспарлай бер, бірақ олардың өздері де айтады, сен 20 жоспарды құра бер, жоспардың мәнісі барлық кезде оның орындалуы ғана емес дейді. Жоспарлаудың өзі уже үлкен 80% нәрсені жақсартады дейді. Маңызды емес екенін аңғартасың. Оның үстіне жоспарға сеніп қалма, өйткені біз басқара алмайтын мыңдаған факторлар бар деп айтады. Сол үшін олардың өздері де жоспар дегенмен де бәрібір де мойындайды барлығы басқаша кетуі мүмкін екендігін. Тура сондай біз де тіпті уақыт жетпей жатқан болса да, мынау нәрсеге уақыт жетпей тұр десең, берекет арқылы жетеді иншалла деді. Берекет шақыратын нәрселерді бастап кете бер, істеп кете бер. Сен білмейсің. Кей нәрсе мысалы ретінде ойлайсың, 3 күн уақыт алады деп, дық аяқ астынан шешіліп кетеді. Кейбір кездесулер болады, 3 сағат болу керек еді, 5 минутта мәселе шешіледі да босап кетесің. Сен білмейсің. Құдай тағала саған қай жерден уақыт босатып берді, қай нәрсеге берекет береді. Сол үшін әрбір сондай бір сәттерді пайдалану негізі уақыттың берекесін кіргізетін істердің бірі. Жаңа рұқсат болса айтсаңызшы, қоссаңызшы, бір орын жауып алатын нәрсе деп ойлаймын да. Жаңа айттық, біздің имамдарымыз тіпті әрбір күнді жоспарлауды үйреткен да, қалай істеу керек екенші. Сол кейбіреулер біреу сұрайды да, енді жоспарлау дейтін исламда бар ма, бұл сендер бастықтан айтып жатқан жоқсыздар ма депші. Тәуекелге қарсы емес па деп сұрайды. Қарсы емес. Соны мен де айтып жатыр, негізі тіпті Құран өзін жоспарлауға қатысты аяттар бар да. Мысалы өзіме қатты ұнаған оқиғалардың бірі бұл тіпті қаржы жинауға қатысты болсын, немесе жоспарлауға қатысты Юсуф пайғамбардың оқиғасы. Мен жиі айтамын да, мен өте қатты сол өзіме қатты әсер еткен. Юсуф пайғамбар жаңағы түс көреді ғой енді, патша 7 арық сиыр, 7 семіз сиыр жеп жатқан, соны жоспарлайды ғой, 7 жыл молшылық болады, сосын барып қуаңшылық болады деп. Сол молшылық болған кезде тек керейдің ауылдарда, қалған қамбаға жинаңдар депші. Сөйтіп осы Юсуф пайғамбар жалпы оқиғасы көңіл бөлетін болса, ол кісі бізді жоспарлауды үйретеді. Бір айда емес, ол кісі 15 жыл жоспарлады. Сосын барып кейін жыл келеді дейді. Сол үшін де айтып береді, бізге жаңағы жоспарлауға тек қана не емес, бір айға емес, ұзақ істесе болады. Соны айтамын да, екінші нәрсе шариғатта пайғамбарымыздың хадисіне келгенде, егер сен бір жақсы зат ниет ететін болсаң, оны істемесең де саған сауап аласың дейді ғой. Сол сен 15 жылға жоспарлап қойсаң, жаңа айтып отырмын, миллион фактор бар депші. Болмауы мүмкін, бірақ ниетің дұрыс болған үшін Құдайдан бір сауап қаласың ғой. А егер Құдай тағала саған ресурстар мен мүмкіндіктер беріп қоятын болса, соны істейсің да. Ертең күні біреу келіп, бауыр мен осындай жоба істегім келеді, қандай идея бар, менде көмектесемін деген кезде, ресурс бар деген кезде, сен идеяң дайын тұрса, іске асыруға мүмкіндік болады. Сол үшін мен ойымша бұл ұзақ уақытты жоспарлау, тем более Рамазанды бір айға жоспарлап қоятын болса, керемет деп ойлаймын. Керемет. Мына уақыттың жоспарына қатысты сіздерді тағы бір қонақ қылатын сияқтымыз, Алла қаласа. Өйткені бұл өте маңызды. Бағана сіз айтып отқандай батыстың кітаптарын көп сатып алып жатырмыз қазір қоғамда, мысалы айтайық. Жаңа уақытты тайм менеджмент дейміз, басқа дейміз. Бірақ бұның барлығы біздің Құран мен сүннеттегі немесе имамдарымыздың, ғалымдарымыздың өмірлерінде өте құнды саналған. Жаңа ақпараттарыңыз берген білімдеріңіз өте керемет болды. Бізді бір қозғайтын тақырыптар, алға бір галочка қалынды. Сіздермен тағы да бір қонақ шақырамыз. Уақыттарыңыздың жаңағы ыңғайына қарап, Алла қаласа. Енді менде келесі бір сұрақ туындап отыр да, бізде жаңағы Құранға байланысты біраз нәрсе айттық қой. Сол Құранды кейде біздер өзіміздің жеке басымызға байланысты жоспар құруымыз мүмкін. Бірақ енді қоғамда әкелер бар, отбасының басшылары бар, отбасының мырзалары бар, мысалы отағасы. Енді әйелі бар, бала шағасы бар, біреуінің баласы мектепте, мысалы біреулер баласы студент болуы мүмкін. Отбасылық деңгейде осы Құранды тірілту Құран айында, Рамазан айында жақсы айттыңыздар ғой, Рамазан бұл ең негізі құндылығы Құран түскен ай ғой. Сондықтан отбасылық деңгейде Құранды тірілту үшін әке ретінде не ұсыну керек біз әкелерге? Олар отбасында осы Құранның құндылығын көтеру үшін не істесе болады? Жақсы сұрақ қойдыңыз, бірақ сіздің айтылған сөзің біздің жанымыз жерімізге тиіп жатыр да. Біз молда болғаннан кейін көп сыртта жүреміз жалпы. Демалыс күндері кейде үйде болмай қаламыз, бірақ үйдегі жаңағы отырған жеңгелеріміздің осы жерде үлкен пайда бере алады деп ойлаймын да. Енді ер адамдар көп жағдайда әртүрлі қоғамда әрекеттер істеуі мүмкін ғой. Соған байланысты кейбір кезде бала шағамызды жеткілікті деңгейде уақыт бөлінген кездер болады да. Сол үшін де менде өте көптеген имамдардың, мысалы имам Малик бар, басқа да имамдардың өмірбаянын зерттеп қараймын ғой. Сол үшін де өзімнен андай кейбір кезде болады да, андай мысалы андай кітап бар, білесіз, гений аутсайдер деген ше. Сол гений аутсайдер кітабында қарайды ғой. Осындай успешный успешный адамдардың өмірде солардың әсер еткен не нәрсе депші. Сөйтіп факторларын шығарады. Мысалы Билл Гейтс осынша уақыт жұмыс істегенде 10 мың сағат проработать еткен, мынау біткен, сөйткен деген сияқты. Мен тура сол аналог, бірақ ислам ғалымдарының жетістікке жеткенін қараймын істеуші. Мысалы мынандай имамның жетістікке жетуіне не себепкер болды. Мысалы сол классический нәрсенің бірі
жаңағы ыждағат істеген, бүйткен, сөйткен, соны обязательно табылатын нәрсенің бірі ұстаздардың құрметі. Қандай да бір ғалым жетістікке көретін болсам, соның арасында ұстаздарға өте жоғары деңгейде құрмет болған да. Жаңағы кім Абу Ханифаның өзінің сол Хаммадқа деген құрметі, тіпті баласының атын Хаммад деп қоюы, кім Абу Юсуфтың өзінің ұстазы Абу Ханифа аты бір жерде келетін болса, мен атын Абу Юсуф айтпа, Яқуб деп айт депші, куньямен емес, жай атымен айт деген сияқты. Сондай құрмет болған екен. Ибн Аби мысалы өзінің баласын Аляудин деп қою ұстазының құрметі. Сондай көп байқалады жетістікке жеткен. Соның бірі ғалымдардың тағы бір үлкен бір несі ерекшелігі мен байқағаным аналардың ерекшелігі екен да. Сол аналардың жаңағы несі балаларына деген несі жанашырлығы, апаруы, имам Маликтің анасы апарып ана бірінші ұстаздан әдепті үйрен деп жаңағы әдеп үйретуі, соны әйел кісілердің балалардың тәрбиесінде өте қатты не беріп жатқан да, пайда беріп жатыр. Мендегі әйелім қазір немді бала шағамды мешітке апарып ұстаздан үйретіп жатыр да. Сосын барып үйге келген соң өзі беретін аят сурет жаттатып, дастарханнан тұрмастан бұрын жаңағы альхамдулиллах ләзза тағамана сақамана жағална муслимин деген дұғаларды айтуы, сол нелердің үйдегі жеңгелеріміздің несі пайдасы ерекше екен да. Өйткені біз ер адамдар қанша дегенмен енді әркімде әртүрлі жағдай ғой. Мысалы кейбір ер адамдар мүлдем жаңағындай үйде болмайтын кездер болады да. Өйткені өмірлік ситуация қазіргі көбірек жұмыс істеу керек, бала шағаны қамтамасыз ету керек, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Вахталар жұмыс істеуі мүмкін. Енді көп жағдайда енді байқағанымыз әйел кісілер балалармен сол әйел кісілер кішкене құрбаншылық етіп балалар үшін осындай әрекетке баратын болса, ол өте үлкен пайда береді да. Өзімде мысалы үшін ілім жолында байқаған нәрсем мен үшін өте құрбандық еткен анам да. Анам өте көп құрбан етеді. Сол үшін ойлаймын енді еркек адамдардың әртүрлі жағдайға байланысты көңіл бөлмесе де бір үйде жеңгелеріміз осыған атсалысса керемет болады деп ойлаймын. Бір-бірін толықтастырып, толықтастырып, иә. Бірақ енді үйде болған кезде жаңағындай ер адам жаңағы мүмкіндігінше құрандарын тексеріп, жақсы ұстаз тауып сөйтіп отыратын болса керемет деп ойлаймын. Бірақ енді дәл қазір өмірлік периодта мен өзім жеке бала шағамен көп ол жерде жұмыс істейін деп айту қиын. Көбінесе үйдегі жаңағындай әйелім осы мәселеде көтеріп ұстаздарға апарып үйретіп жүрді. Керемет. Сіздің қосарыңыз болса, қайырсыз нәрсеге. Бірнеше ой бар. Бірінші ой, адам кедейліктен Құдайға сыйыну керек. Енді мындай бір үлкен мақсатпен жүрсе, сол үшін үйде болмай жүрген болса бір жөн. Кей кезде таза тамақ үшін үйде болмауына тура келеді кей кезде еркектердің. Отбасым аш қалмасын деп кәдімгі бір жұмыстан шықса екінші жұмысқа барып жүрген адамдар қаншама. Құдай бұдан сақтап барлығын халалмен молынан нәсіп етіп балаларыммен ұзағырақ уақыт болуды бере көр деп сұрауы тиіс. Бұл оның мақсаттарының бірі болуы тиіс. Босауға тырысу отбасы үшін. Кей уақытта біз дүние қуып алып әртүрлі бір қаржылық мақсаттар қойып, керек емес те бір қаржылық мақсаттар қойып, кей уақытта жаңағыдай үйде болғымыз келмей сөйтіп жатамыз. Енді ол әр кезде әртүрлі. Мысалға біреулер енді үйіне барғысы келмей бармай жүреді. Бірақ кейбіреулер осындай бір кедейліктен бара алмай жүреді. Сондықтан бұдан сақтай көр деп сұрау керек негізі. Өйткені ол нәрсемен басы қатып жүрген, қазір не жеймін деп жүрген адам Құдай деп ойлауы, балаларым болашағы деп ойлауы қиынырақ. Сол үшін бірден бір нәрсесі осы болу керек. Екінші нәрсесі мен беретін қарапайым, өте қарапайым, бірақ көп кеңес беретін нәрселердің бірі. Егерде кәсіпкер болса, не кеңсенің жанынан үй алу керек, не үйінің жанына кеңсе алу керек. Обедті үйден ішетіндей. Тым болмаса. Түскі уақытта болса да, түскі уақыт болсын, кешкі уақыт болсын, кейбір кездесулерді үйде өткізіп деген сынды. Тым болмаса сөйтіп жүріп, балаларыңды ұстап отырып кездесу өткізсең де, бір қызың жүріп сол жерде қызмет қылған болатын болса да, бәрібір де отбасының арасында отырғанға жетпейді. Жұмыс істеп кей кезде қуалай бермей, дүние мастықтың соңына түспегенде жақсы. Кей кезде бір енді аштық үшін жүрсе бір жөн, бірақ барлығы бар. Бірақ мен мықтырақ машина аламын, немесе мықтырақ үй аламын, тағы басқа деген сынды бір мысалы керек болса бір жөн, керексіздің соңына түсіп кетпеу керек та. Осы екінші мәселе. Насихат әдемі. Енді үшіншісін айтып жібере салайын. Ұстаз кешен сөзіңіз болып жатқаны. Мысалға басшы өзі бір үлкен сарай салмаса да, сарайдың ақшасын тауып береді. Үлкен басшылармен сөйлессеңіз, бір жобамен барсаңыз, бұған қанша керек, немесе қандай ресурстар керек деп сұрайды да. Жаңағыдай мысал ретінде баланы мешітке алып барып басқа қылып жүру үшін отбасы енді отағасының бюджетінде графа болу керек.
балалардың мешітте білім алуына деп. Бұл мал аяйтын жол емес, абай атамыз айтқандай. Сен ой бұл күл нәрсе тегін болу керек, анау болу керек деп сөйте жүріп жаңағыдай бір машинаға пәленбай миллион беріп, телефонға пәленбай миллион беріп, бірақ жаңағыдай бір именно бір діни білімге келген кезде тегін болмаса алмаймын деп қалуың сенің жүрегіңде ненің құнды екендігін көрсетеді. Сондықтан ол нәрсеге аямай ақша салып, керек болатын болса бір ұстазды байлап қойып, молынан үстінен қойып осы баланы оқытшы деген нәрсеге де ақша бөлу керек. Өйткені ол енді мешіттерде барлық кезде бірдей мүмкіндік бола бермейді. Барлық мешітте бірдей жақсы сабақтар жүре бермейді. Кей кезде сапалы ұстаз алыс жердегі бір мешітте болуы мүмкін. Сондықтан сен ақша тауып жатқан кезде бірден бір мақсатың дүние қуалау, дүние жинау емес. Енді ондай емес қой, көп адам мінезі. Лайым ондай болып кетпеу керек деп жатырмын да. Одан гөрі жаңағысында мен жаңағыдай баламды сапалы жерге оқытуға мүмкіндігім болу керек. Әйелімді сапалы дәрігерге көрсетуге мүмкіндігім болу керек деген сынды мақсаттарға қою керек тағыны. Осы бағытта сен жұмыс жасаған болатын болсаң, сен Алла жолында жүрсің негізі. Анау хадис бар ғой, сахабалар отырып бір кісіні көріп қалып, әттең бұл кісі Алла жолында жүргенде ғой деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Бұл өзін біреуге күн қаратпау үшін, отбасын асырау үшін жүрген болатын болса, ол Алла жолында деп айтады. Керемет. Сондықтан егер де жаңағыдай ниетпен жүрген болатын болса, дүние емес, отбасы деген сында, онда ол да Алланың жолында. Сондықтан бұл да бір үлкен ғибадаттардың бірі негізі. Әдемі. Осы айтқым келген. Кешіріңіз, сосын жоқ, керемет, әдемі ұсыныстар. Енді біраз уақыттарыңызды алдық. Енді бір соңғы сұрақ қойсақ, бірақ сол сұрақтың алдында мына нәрсені, қазір сіздің сөзіңізден бағана сіз де сабақтарды айтып қалдыңыз, онлайн курстар. Қазір бізде Нұр-Мүбарак университетінің өзінің жаңа онлайн академиясы бар. Ол жерде Құран үйренуге мүмкіндік бар. Үлкен ұстаздарымыздың сабақтары да бар. Осы Нұр-Мүбаракта сабақ беретін, мысалы медреселер, онлайн медресе мысалы. Сол жақтан ең болмағанда бірақ апаруға уақыты жоқ болса да соны көрсетуге мүмкіндік жасап берді. Керемет. Енді соңғы сіздерге қойылатын сұрақ, енді рухани даму айына қарай жақындап келе жатырмыз ғой. Сол рухани даму айына келе жатқандықтан рухани дамуға дамытатын, соған әсер ететін қандай бір кітаптарды ұсынар едіңіздер қоғамға қарай оқуға? Сіздерден өтініп сұрарымыз, осы соңғы сұрақ болады, Алла қаласа. Сонда бір еңбектерді ұсына алсаңыздар жақсы болатын еді. Жақсы, Алла разы болсын. Енді бұл жерде мен де бүйтіп қараймын керек жомарт ұстазшы мән беріп қарау керек шығар деп. Сенің қай салада жүрсің, немесе сенің қазір статусың қандай деген сияқты. Егер сен ұстаз болсаң, немесе мешітте қызмет істейтін, немесе біз сияқты діни мекемеде қызмет істейтін ұстаз болсақ, бізге мен ойымша оразаның рухани құндылығымен қатар оразаның үкімдерін біліп алу маңызды деп ойлаймын да. Өйткені халықта ертең мәселе болған кезде сені дін маманы ретінде біледі, сені сұрайды да. Сол кезде халықтың сұраған сұрақтарына жауап беру үшін бізге сосын қарау керек деп ойлаймын. Яғни немен рухани құндылығымен бірге үкімдер, өйткені ол да өте маңызды да. Адамның сұраған кезде. Бұл бір. Ал енді жалпы халыққа кеңес берерім, енді бір баяғыда бір автор жамандайтын еді, өз кітаптарын мақтай береді. Қай жерге барса өліп айта береді. Сондай ойнап тұр өзі. Лайықты, бұл жерде лайықты. Бұл жерде лайықты енді, ол жерде білмеймін. Айтпақ ойым, Абдулла Сироджиддиннің кішкентай кітабы бар. Алла тағаланың қалауымен біз ең бірінші шығарған кітабымыз сол болатын. Муфтият баспасы шыққан, қателеспесем 10 мың дана басып шыққан. Кейіннен тағы да шықты. Сол кішкентай кітап, бірақ құндылық жағынан жақсы да. Өйткені бұрын шыққан ораза кітаптарына қатысты мағлұматтар жаңа тың ақпараттар оразаға түсінікті кеңейтеді. Және Абдулла Сироджиддин өзінің жаңа тақуалығы, енді ол кісінің көбісі біледі ғой қандай деңгейде ғалым кісі оған әсер етеді адамға. Автордың ықыласымен оқыған кезде сезім бөлек болды. Өзіме қатты ұнаған соң сол кітапты қазақ тіліне аударған болатынбыз. Сол кітапты кеңес беремін. Есімі кітаптың? Ораза әдептер деп аталады. Абдулла Сироджиддин атпен шыққан болатын. Сосын екінші біз Ғизин Абдусаламның Мақосиды сом, немесе ораза мақсаттары деп кітап шығарған болатынбыз. Ол кітаптарында ерекше сондай да ораза мақсаттары қандай, ар жағында дүниелері қандай, кейбір нәрселерге де өзіміздің кішкене комментарий түсініктеп өткен жеріміз бар. Сол кітапты да кеңес беремін оқуға. Енді тағы да өзің айтып қоймайды. Айтайын деген нәрсе, енді біз енді кейбір заттарды сол кітаптардың құнды болған неге мешітке барамыз ғой. Біз ана Алматы облысындағы ауыл мешітке барған кезде көресің да мінберге шыққан айтқан имамның уағыздары сенің кітабын айтып жатыр да. Халыққа бұл нәрсе жаңа болып жатыр да. Бұны тыңдап жатса жақсы екенін қуанасың да, сен істеп жатқан жұмысыңды халықтың пайдасы тиіп жатқан болса.
Сосын тағы байқаным, мына мешітте имамдар осы бір ай ораза кезінде Шамаил Мұхаммад кітабын оқыған екен да. керемет. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатысты ерекшеліктерін баяндайды енді. Иә. 50 бап қойған кітап. Соны әр күнде олар жаңағы ненің бесін намазынан кейін, сосын құптан намазынан кейін айтып отырады екен да халыққа. Сол келген кезде халық әр неде пайғамбар бір қасиетін біліп, ерекше біліп кетеді екен да. Сөйтіп оларға жаңағы не бойы бір ай бойы азық болған кәдімгідей. Осындай бір бұл енді халықтың маған жазған нәрселері ғой. Осылар бір пайдалы болған сияқты да. Одан бөлек жаңа біз айттық қой бірнеше рет, Рамазан сөзі сол Құран болу керек. Арабша білетін кісілерге мен Құран жатта оқумен хатымен қатар тәпсіріне кеңес беремін, өйткені тәпсір ерекше нәрсе. Сосын барып жаңағындай улумул Құран дейді ғой. Соны істеген жақсы ойлаймын. Өйткені мен өзімде осы бір онлайн дәріс ұйымдастырып көрдім да. Имам Насафидің Мадарики Танзил Хақиқи Тауил деген кітабы бар. Соның бір парасын алып, сосын Зубдатул Итқан деген улумул Құран деген имам Суйттің кітабының қысқартылған нұсқасы бар. Содан жаңағы Құран ғылымы, сосын Құран тәпсірін өтіп көрдім ғой. Сол қатысқан кісілерге жақсы эффект болды. Сол үшін мен Құранмен және тәпсірмен қатар оқитын болса ерекше пайда береді деп ойлаймын да. Әсер жағынан мықты болады деп ойлаймын. Осы біздің оқуға берер кеңес кітаптар осы. Одан бөлек қателеспесем Иран Ақытаевтың несі болу керек, Рамазан рухани даму мектебі деген ба? Иә. Рухани тәрбие мектебі. Рухани тәрбие мектебі. Сол кітаптың да пайдасы зор болу керек. Әдемі. Керемет. Сіздің ұсынарыңыз болса? Бағана айтқан бидаят хидай бойынша қазақша дәрістер бар. Олжас Бейсенәлі деген Нұрвар университетінің ұстазы. Сол кісінің Инстаграм парақшасында бар. Одан Ерсін Әміре ұстаз, бағанан қарыз Арман ұстаз айтқан кезде. Ерсін Әміре ұстаз айтпай кетіппіз. Осы енді үлкен ұстаздар ғой, біздің Нұрварға дейінгі кезеңдерімізде біздің тұлға ретінде қалыптасуымызға, бір діни база қалыптастыруымызға әсер еткен. Ол кісінің Ихя Ғалимуддин бойынша кітаптары бар, рухани аурулар туралы, жүрек аурулары мен емдері туралы, жақсылық жаман әдеттер туралы, тәрбие туралы. Ихя Ғалимуддин бойынша дәрістері бар. Рисатул Мустаршидин деген кітап бойынша дәрістері бар. Ол жер үлкен рухани жаңағы тәрбие мектебінің кітаптары. Ол жерде мысалы ретінде екі түрлі ұстаз болу керек деп айтады. Біреуі саған сабақ беретін ұстаз болса, екіншісі сенің тәрбиеңмен айналысатын ұстаз. Әрбірінің рөлдері бөлініп түсіндіріледі. Ол керемет, кәдімгі өзімнің нәпсімді тәрбиелеп қолға аламын деген кісілер үшін үлкен сабақтар. Тура солай Ерсін ұстаздың тағы да тәпсірлері бар, аяттарға берілген. Сол бар. Енді қысқасын айтқан кезде, егерде ютубтан қараған болатын болса, осы сынды сабақтар Муфтият KZ сайты бар. Ол сайтта да үлкен дәрістер бар, кәдімгідей сабақтар бар. Тура сол сайттың ішінде тағы да кітапшалар бар, PDF күйінде. Немесе жаңағыдай дүкенге барған болатын болса да, енді ол жерден табылады, мешіт жанындағы дүкендерден. Хадистер жинақтары бар, Риядус Салихин қоңыр кітап. Ол жаңағы имам Науидің Риядус Салихин кітабының қазақша аудармасының ықшамдалған нұсқасы. Асқар Әкімханов ұстаздар аударған. Оның кеңейтілген толық нұсқасы да аударылып шығып жатыр жақында. Иә, хадистер жинағын оқу әртүрлі істерге байланысты пайғамбарымыздың қалай тәрбиелегендігін көруге болады. Мысалы, біз мына нәрсені істеу харам деп айтуымыз үлкен нәрсе, ол үкім. Бірақ сонымен қатар пайғамбарымыз ол істен қалай тыйғандығын, сахабалардың қалай сөздер айтқандығын білу, әрбір істің абзалдығына байланысты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қалай айтқан, қалай қызықтырған, соны білу. Ол да бір жаңағыдай адамның рухани тіректерінің бірі, пайғамбарымыздың байланысын күшейтетін істерінің бірі. Сондықтан оны енді өзін оқымайды, әлбетте, ол жерде түсіндірмесімен, тура солай енді қарапайым халыққа осындай хадистерді оқитын болса, түсіндірмесімен оқыған жақсы. Өйткені жаңағы сөз қандай контекстте айтылды, неге байланысты айтылды, одан қандай біз пайда көруіміз керек, қандай үкімдер шығады, соның барлығын сол түсіндірмесінен алып оқиды. Ол кітапта крастаге түсіндірмелері бар. Сондықтан осы сынды кітаптарды енді біз айтамыз. Енді Саңлақ сахабалар кітабы өте жақсы, жаңағыдай бір сахабалар танылған бір қадам. Алла Әділбаев ұстаздың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмір баянына байланысты кітаптар бар, әртүрлі. Имани гүл бар, иман негіздері бар. Бұл сынды өте қарапайым тілде жазылған, бірақ сонымен қатар мысалы мен ең әуелгі ең қатты яқиндардың бірін сол қарапайым қазақ тіліндегі кітаптардан сезінгенмін. Енді әлбетте енді кейіннен келген соң уже кеңірек түсіне бастадық, кейбір мәселелерді тереңірек біле бастадық. Бір оқығандағыдай емес, уже кеңірек, тереңірек әсерлер алуға мүмкіндік бар. Мен айтатын едім, бір ұстаз керек сізге бәрібір де. Бәрібір де бір ұстаз керек. Мұнсы болмайды. Иә, сені білетін ұстаз керек та.
мен мысалы ретінде кейбір шәкірттеріме айтамын, саған мынау кітапты оқу керек қазір, бәрін таста да осымен айналыс деп айтамын. Мен оны білгендіктен айтамын да. Мысалы мен білсем, егер де бір жігіттің тым қатты мынау жағына қарай кетіп бара жатып, мынау жаққа қалып келе жатқан болса, ей таста мынаны қалдыр, мынаумен айналыс деп айтамын да. Сен қазір мынаны қоя тұр, саған бүгіннің сенің тапсырмаң мынау нәрсені 100 мәрте айт. Осы сынды. Сол үшін сені танитын бір ұстаз керек. Ұстаз жоқтың ұстазы шайтан дегенде сол. Мен бұрын бір рет түн ұйқылы ояу жатып, жаңағы иман негіздерін оқығам ғой. Ұйқылы ояу отырып бүйтіп оқығам. Содан сөйтсем ішіне бүйтіп жазып қойған ғой. Құдай майда нәрселерді көрмейді, үлкен нәрселерді ғана көреді деп ше. Ұйықтаймын, азанда жүрем, оянам. Қалай Құдай кішкене нәрселерді көрмеуі мүмкін? Ол мүмкін емес қой ол. Бірақ кітапта жазылып тұр ғой, мәссаған мынау қалай болады? Күні бойы сөйтіп жүрдім, соны жыладым отырып алып намазда кейін, я Құдай ол мүмкін емес. Не болса да мен оны қабылдай алмаймын сенің. Я Құдайым сенің мінсізсің, ол мүмкін емес деп жаңағы мінсіздікті сол кітаптан алып отырмын ғой. Әйтпесе сол барлық бір кітаптың ішіндегі нәрселер, Құдай мінсіз деген нәрсені өзіне сол жақтан үйреніп отырмыз ғой. Содан не де болса да батылдығымды жинап барлығын не қылып қайта жаңағы кітапты ашсам, жаңағыдай пәлсапашылардың шектен шыққан 3 қателігі деген жер екен да. Майда нәрселерді көрмейді деген бірінші соның ішіндегі бір қателік екен. Мен ұйқылай отырып жаңағыдай бір жерін оқып, бір жерін оқымай жаңағыдай есекті көрсең дәрет бұзылады деп жүрген екенмін. Сол үшін ондай сияқты моменттерде сен барып сұрай алатын ұстазың болған жақсы. Жаңа жерде ашып кәдімгі көрейін. Мынау жерде сен не ғой деп жаңа шешіп беретін. Әйтпесе мен бір күн бойы жүрдім ғой, мысалы қиналып. Басқаша түсініп кетпейді. Сен кітаптарды оқыған кезде әрдайым осы ықтималдық сақталады. Басқаша түсініп кетуі мүмкін. Енді кітап оқыма демеймін, кітап оқу керек. Міндетті түрде өте үлкен кітап оқу керек. Ұстазың бар болса да сен 80% уақытың жеке сабақ оқумен өтеді бәрібір де. Содан жеке сабақ оқи алу керек. Әрбіріне ашық болу керек, база қалыптастыру керек. Бірақ соған қарамастан бір ұстазың болып сенің жаңағыдай оқитын кітаптарыңды жаңағыдай бағыттап сөйтіп отырған жақсы. Бір ұстазды міндетті түрде байлану керек, қызметінде жүру керек қажет болатын болса, қарамандастарын жақсартып үйге қонаққа шақыр, ол кісінің жаңағыдай бір істеріне жарап жүрген болатын болсаң, жақын араласып кеткен кезіңде уже сен кеңес сұрауың да оңайырақ. Сені танығаннан кейін барып саған ол кісінің кеңесі де туралау болады. Сондықтан жеке осындай мысал ретінде кітаптарды оқыған болатын болса, осыны бір бағыттаушы болған жақсы. Әдемі, керемет. Алла разы болсын. Бағлан ұстаз, Әбілқайыр ұстаз, уақыттарыңызды бөліп шәкірттерді тәрбиелеп жатқан, оқытып жатқан, білім беріп жатқан уақыттарыңызды бөліп келгендерің үшін Алла разы болсын. Бағана уақыттың қадір туралы әдемі айттыңыздар ғой. Сол құнды уақытты көрерменге де сыйлап, Рамазанға бір еліміз, халқымыз дайындалсын, соған бір өзіндік жинаған білімдеріңіздің зекетін берейік деп келгендерің үшін Аллах тағала сіздердің уақыттарыңызға береке берсін. Кешегі ғалымдардың уақытына береке бергендей. Олай болса, құрметті көрермендер, біз өздеріңізбен керемет тақырыптардың басын аша алдық деп ойлаймын. Қасиетті алдымызда келе жатқан Рамазан айына ұстаздарымыздың ұсынған әрбір сөздерін, амалдарын, ұсынған кітаптарын барлығын ізденіп, қарап, шамаңыз жеткенше орындайтын болсаңыз, бұл Рамазанды ерекше өткізетініңіз сөзсіз. Себебі дайындалғанға Аллах тағаланың, әрине сіздің дайындалғаныңыз ол уайымыңыз, ал уайымға Аллах тағала міндетті түрде жауап береді. Аллах тағала бізбен сізді қасиетті Рамазанға аман есен төрт көзіміз түгел жеткізсін, және де осында ұстаздарымыздың айтқан дайындығыменен рухани жоғары дамыған күйде Рамазанды аяқтап, келесі Рамазанға дейін тақуалығымыз артқан күйде Раббымыздың алдында сондай дәрежелерді иеленуді нәсіп етсін. Келесі кездескенше Алланың амандығы мен рахымы, кеңшілігінде болайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.